Айел қанша қызғанса, сонша күйеуін жақсы көруінің белгісі негізі. Қызғанбайтын әйелден Құдай сақтасын негізі. Шын айтам. Уйдуйте. Пошло, поехало. Жоқ, шын ғой. Өйткені қызғанбау деген ол оған қызық емессің деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір әйелге үйленуді негізі ғалымдарымыз 3 себебін айтқан деп. Жұбайлар бұл дүниеде кіммен не болды, жұбай болды, жәннатта да сол жұбайлармен бірге болады дейді. Осы кезде қай күйеумен бірінші, қай күйеумен жәннатта болады деген сияқты сол да. Мысалы, бір үйленіп, екіншісіне үйленетін болса да кейін, или үшінші үйленетін болса, қай күйеумен қалады деген вопрос. Өмірде бәрі бар, пайғамбардан ақыл сұрайды ғой. Ал кім саламыз болса, ерекшелігін береді, Нұржан Ұстаз пайғамбарға ақыл айтқан кісілер бар екен. Интернет арқылы үйлену, офлайндар бар, онлайн неке қидыру. Өте жақсы тақырып болды негізі. Бүгін негізі көптеген информация бар. Айтылды, ой, сіздер екеуіңізден армансыз сөйледіңіздер енді. Жоқ. Сол мүмкіндік болды. Енді бұл тақырыпта сәл-пәл әлсіздігім бар енді менде. Бірақ сондай нәрселер айтылды. Жігіттер, мен ойлаймын, негізі шынымен де бай күлкісіз. Бұл тақырып өзінің көптеген бір ашылмаған тұстар болатын болса, бір ашылып көрерменге жақсы жете алады деп ойлаймын негізі. Көптеген адамдардың ала алмай жүрген жауаптар болатын болса, сұрақтарға бұл жерде айтылып кетті деп айта аламын. Сол негізі жақсы подкаст болды. Барыңызды осы подкастты толық көріп, сол жауаптарды алуға шақырамыз сіздерді. Әрбіріміздің өмірімізде қарыз, дерт, жанның мазасыздығы, тығырыққа әбден тірелу, шарасыздық секілді түрлі сынақ жағдайлар орын алары сөзсіз. Өміріңізде аталған проблемалар азайып, берекесі артуын қаласаңыз, әр күн сайын пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам махаббатыңызды арттырып, ықыласты әрі тұрақты түрде салауат айтып жүріңіз. Бұл тұрғыда сіздерге халық арасында бестселлерге айналған Шамаил Мухаммадия және сырға толы салауат атты қос еңбегіміз керемет көмек болары анық. Қос кітапты қатар оқумен Аллах елшісіне деген махаббатыңыз еселеніп, рухани тұрғыда байи түсетін ерекше жан тыныштығын сезіне отырып, сүннетті сүйіп жасайтын жаңа деңгейге көтеріліңіз. Екі кітапты бірге алушыларға ерекше сый қарастырылған. Толығырақ білу үшін сілтемеге өтіңіз. Үлгі тұтар тұлғасын таппай жүрген қоғамға идеал адамды бірге насихаттайық. Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля расули Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, құрметті көрермендер. Сіздерге Алла Тағаланың есендігі амандығы болсын. Біз кезекті подкастымыз түсірісіндеміз. Естеріңізде болса, біз алдың подкастымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұбайлары, соның бірнешеуіне тоқталған болатынбыз. Ең соңын талқылаған біздің Омар ибн Хаттабтың қызы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұбайларының бірі Хафса анамызды айтып, сол кісімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шаңырақ көтерудің қандай хикметтері бар, қандай шариғи үкімдері бар, шамам жеткенше ашып баяндаған болатынбыз. Енді Алла Тағаланың қалауымен бүгін иншалла қалған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұбайларын айтамыз деген ізгі ниетте бас қосып отырмыз. Әдеттегідей біздің подкастымыздың тұрақты жүргізушілері Нұржан Смағұл ұстазымыз, сосын Нұрсұлтан ұстазымыз. Қош келдіңіздер. Алла үйлеріңізге, отбасыларыңызға есендік амандығын арттыра берсін иншалла. Енді Алла Тағаланың қалауымен біздің былай айтқан үшінші рет жазуымыз ғой негізі. Алдында бір рет жазған кезде дауыс болмай қалды, енді екінші рет тағы да болмай қалды. Енді Алла Тағаланың қалауымен осы жолы бір жақсы шығады деген үмітіміз бар иншалла. Бізде қоймайды Екі ғой деймін бұл. Жоқ, біз есімде өткен бір жерде бастадық қой. Өзі бір жарты сағат айтысып отырдық та, одан кейін өшіп қалды дедім, қайттан бастадық. Солай болды ма? 10 минут па қанша? 10 минут қысқаша сондай болды. Алла разы болсын, иншалла пайдалы подкаст болады деген ниетіміз бар. Жаттап алдық қой, короче, информацияны. Ұстаз құтты болсын, доктор қорғап алдыңыз. Алла субхана тағала алған іліміңізді қазақ даласына, еліне қайырлы етсін иншалла. Осы Құдай тағаланың берген мәртебесіне сай болып иншалла діннің насихатталуына қызмет етуге иншалла Алла күш қуат берсін, шаршамауын шалдықпаңыз. Иншалла ары қарай Шәкәрім атамыз еңбектерін қазақ даласына ары қарай танытады деген үлкен үмітіміз бар. Қалай көңіл күй? Көңіл күй доктор ойған кезде қайта ояндыңыз? Жоқ, нормально, сол мен білесің ғой, ондайға нетпеймін, қарсы аса тақуа. Алла разы болсын. Біз өткен Нұржан қорғайын деп жатыр, доктор тұрасың, докторан тұрасың. Сонда да қосымша сабақ береді. Қосымша сабақ береді. Сол кезде тоспай, Алла разы болсын.
докторлық қорғап жатса да қосымша сабақ жалғастырып жатқан жігітше ма? жігітше. Жігітше Ана болса. нені докторлық делегацияның басшысы да Бақытжан аға ғой айтады, сен де саспай кеткенсің деп, қорғай не болсын, әлі қосымша сабақ беріп жатсың деп. Өзіңіз аман есен қорғап отырсыз. Альхамдулилля, иә. Магистр диссертация Иә, қалай болды? Альхамдулилля, оңай болды, альхамдулилля. Жақсы. Иә, сен аман. Өзіңіз болдыңыз ғой? Иә, білемін, көңіл кеңес бәрі дұрыс қой. Өтірік білмегендей сұрамаңызшы да. Комиссия мүшелерінің қасында Комиссия мүшесі. хатшы болып бағамсыз шығардыңыз ғой. Бәрін біліп тұрып неге сұрап жатсың, бәке әдейі. Халықтың білсін жатқан, сіздерді істеп жатқан жұмыстарыңызды, еңбектеріңізді. Көрермендерім айтқан Иә, шығар. сол сіздің иншалла диссертацияңыз кейін кітап болып шығуын күтеміз. Сіздің де диссертацияңыз иншалла кітап болады деген үмітіміз бар. Иншалла Алла тағала пайдалы етсін. Өте тамаша тақырып қорғадыңыз. Алла берекесін берсін. Соны сөйлестік кіммен, Асқар Ахым Конфуциан біз ұстазбен иншалла. Ол кісімен бір реттеп, соны сол монография дейді ма, қалай ана кітап күйінде шығару иншалла соны дайындап жатырмыз енді, Алла қаласа. Алла берекесін берсін. Иншалла мына жерге қойып қоямыз ғой келесі жолы. Қасына берсін иншалла. Керемет. Иншалла. Енді соңғы тоқтаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұбайларының бірі ол Жуайрия анамыз. Енді біз өткенде подкастым ең басында айтқан болатынбыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір әйелге үйленудің негізі ғалымдарымыз 3 себебін айтқан деп. Кейбір ол шариғи себептер, енді Алла тағала пайғамбардың жұбайлары арқылы шариғатты негіздеу болған. Екінші мәселе ол саяси себептер болған. Үшінші нәрсе ол иштимағи немесе қоғамдағы кейбір әйелдердің күйеусіз жесір қалған кезде пайғамбарымыздың өз панасына алу болған. Үстіп топтама бөлген болатынбыз. Және осы подкасттың басында да жаңа айтып отыр едік қой, пайғамбарымыз тағы бір үйлену 4-ші хикметтерін ғалымдар айтқан, ол үйрету үшін деп. Тағлим етіп атайды. Өйткені Алла елшісіне егер әйелдердің жастарына қарайтын болса, әртүрлі жастағы адамдар болған. Және баршамызға белгілі болғандай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте ұялшақ адам болған ғой. Тіпті Алла елшісін ұялшағын сипаттаған кезде андай шымылдырықтың арт жағынан тұратын әйелден де қыздан да сонша қатты ұялшақ болған дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сол үшін әйел кісілерге өздеріне тиісті үкімдерді баяндайтын кезде пайғамбарымыз ұялған екен да. Андай досконально егжей-тегжей айтып қойдым. Сол кезде тіпті кейбір әйелдер келіп бір шариғаттың үкімін сұраған кезде пайғамбар қатты ұялған кезде Айша анам жүріш деп кетіп үйреткен кездер болған екен да. Сол себепті әйелдерге қатысты үкімдер, өйткені Алла иесі жаңағындай өте қатты ұялшақ болғаннан кейін әйелдерге қатысты үкімдерді сол әйелдердің әрқайсысы өзінің жастарына сәйкес үйреткен екен да. Жас бала болса Айша анамызға барады, үлкенде болса Салама анамызға барады. Сөйтіп әрқайсысының өз жас деңгейіне қатысты пайғамбарымыз бағыттап отырған екен. Сол әйелдердің бірі ол Жуайрия анамыз. Жуайрия бинт Аль-Харис, бұл кісі жайлы айтатын болсақ қысқаша, бұл анамыз негізі Жуайрияның оқиғасын айтып берейік, иә, бірінші қысқаша. Жуайрия бинт Аль-Харис ибн Дирар, яғни бұл кісі негізі Банул Мусталиқ деген бір тайпа болған. Сол тайпаның көсемінің қызы негізі. Бірақ бұл кісінің әкесі жаңа Харис ибн Дирар деген кісі негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға иман келтірмейді, мұсылмандарға дұшпаншылық танытады. Сөйтіп мұсылмандарға қарсы соғыс жариялауды пландастырып жүрген болады, жобалап дей ма, қашыдай. Кейін бұл жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам естігеннен кейін өзінің әскерімен олардың тайпасына барады. Мурайси деген бір судың қасында бұлар кездеседі мұсылмандармен, сол Банул Мусталиқ деген тайпамен мұсылмандар сол жерде қақтығысады. Сөйтіп сол қақтығысуда кім сол тайпаның көсемі болған Харис ибн Дирар қайтыс болады. Қайтыс болады да сосын кім бұл қызы енді әкесіз қалады. Сөйтіп олар жеңіледі. Сөйтіп барлық мұсылмандар енді ана жеңілген тайпаны, мал мүліктеріні, сосын олардың өздері неге әсир дейміз ғой, былай. Құлдыққа, ерлері құлдыққа, әйелдері неге күндікке түсе бастайды. Кейін бұл кісі де жаңағы анамыз Жуайрия анамыздан естиді. Сол күндікке түседі ғой негізі. Кейін бұл кісі өзінің несімен бір сахабаға түседі. Сахабаның атын ұмытып тұрмын. Сахабаның несіне түседі? Олжасына түседі. Олжас ретінде. Енді пайғамбарымыз білесіздер ғой? Ғанима. Олжаны бөліп береді ғой. Сол кезде бұл Жуайрия бір сахабаның несіне олжасының, яғни үлесі ретінде бөліп беріледі. Бірақ бұл кісі негізі енді бір тайпаның көсемінің қызы ғой. Не істейді? Мен күн болып жүре алмаймын дейді. Кел дейді, екеуміз не істейміз дейді. Мукатаба жасайық дейді. Яғни мен өзімді азат қылу үшін саған ақша берейін да, сосын азат болып кетемін деп. Екеуі келіседі. Келіскеннен кейін ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасына Жуайрияның өзі келеді. Алланың елшісі,
мен осындай бір кісіге Алланың елшісі деп айтпайды енді, ол кезде әлі иман келтірмеген болады ғой, айтады мен осындай бір сахабаның олжасы ретінде үлесінде тұрмын, сол мукатаба жасайын деп тұрмын, сол маған көмектесе аласыз ба дейді ақшадан. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, жарайды, сен ақша емес, одан да жақсысын берейін ба дейді, яғни одан да жақсы бір ұсыныс айтайын дейді. Не ұсыныс дегенде, мен сені анадан азат етем, сосын саған үйленем дейді. Яғни оның қолын сұрайды дейді, яғни үйленуді ұсынады. Сосын ол не болады? Разы болады. Иә. Или қателестім бе, или ол кім демеді? Кімде? Сафия анамыз. Сафия демеді. Жоқ, Жуайрия анамызға мукатаба келседі ғой. Иә, мукатабеде. Жуайрия дем солай болады. Иә. Айтайын деген бұл кісі негізі кімнің? Сол Банил Мусталих деген тайпаның несі? Көсемінің қызы болады. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл кісіге үйленеді. Жуайрияға үйленгеннен кейін бүкіл енді оның қауымы, тайпасы мұсылмандардың қолында құл немесе күң болып тұр ғой. Иә. Кейін сахабалар айтады, асхару расулилла, яғни Алланың елшісінің құдалары, біз қалай оларды құл немесе күн ретінде қолданамыз дейді да, барлығы мұсылмандардың барлығы бір сәтте азат етіп жібереді. Сол кезде тарих ғалымдары айтады ғой, өзінің тайпасына Жуайрия сияқты берекелі адам болмаған дейді. Өйткені соның некесімен, соның шапағатымен бүкіл Банил Мусталик тайпасы азат етіліп кетеді. Кейін көпшілігі сол иманға келеді ғой, мұсылман болып кетеді. Бірақ негізі пайғамбардың жұбайы болған соң сондай құрметке ие болады негізі. Негізі иә. Бұл дегенді жаңағы нені де көруге болады да, яғни сахабалар разиаллаху анхумның, Алла оларға разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қаншалықты жақсы көргендіктері, яғни пайғамбарымыз оларға ишара қылмайды, айтпаса да пайғамбарымыз үшін бәрін берген да. Яғни пайғамбарымызға әдіна әзия дейміз ғой, яғни аз болса да бір зиян тиюін немесе ренжуін қаламайды да. Енді ойлаңыз, өзіңіздің құдаларыңыз ненің сахабалардың бір құлы күні болып жүрсе, енді қатты не болмаса да, қатты зиян тимесе де, бірақ көңіліне тиюі мүмкін ғой. Яғни пайғамбарымыз айтпаса да, сахабалар соны біле тұра не істеді, өздері тарапынан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сол қиыншылықты немесе бір зиянды кетірді деп айтуға болады. Құда жылдық дейсіз ғой. Құда жылдық. Жансыз, жалпы осы мукатаб деген жаңа айттық қой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп Жуайрия анамыз ұсыныс жасады деп. Здесь мой выход, да? Здесь ваш выход. Осы жалпы ислам дінінде жалпы құлдық деген ұғым бар ғой. Қарасақ Құран аяттарында құл жайлы көп айтылады. Сол жалпы ислам адам құлды үйренуге шақыра ма негізі? Қарасақ Жуайрия анамыздың өзінің ағайындары тайпасы құлдыққа түсті. Тіпті Жуайрия анамыз келіп пайғамбарымыз саллаллаху арамыз келісіп шығып отырайық деген ұсыныс айтып отыр да. Ол жалпы ислам мен құлдықтың арасында байланыс бар. Негізі бұл қазіргі бізде мына фихта құлдық мына бәбу риққа дегендер бар ғой, білесіз? Бәбу китаба деген бар анау. Бәрі құлдың қарым-қатынастарын құқықтарын реттейтін нелер ғой, баптар. Бірақ қарасаң осы жерде қазір фих кітаптарына құлдарға қатысты үкімдердің келуі қазіргі тараптан, исламның басқалардың тарапынан міне көрдің ба, исламның құлды насихаттау, құлға қатысты қандай үкімдер алады деген сияқты. Негізі исламның бірден бір үлкен жемісінің бірі құлдық деген нәрсені түсінікті кетіру деп ойлаймын. Өйткені сендер білесіңдер, исламда мысалы кафаратул нәзір бар, нәзір бар. Бірдесе кафаратул рамадан, саум рамадан бар, бірдесе айтады, мысалы Рамазанды сен егер әдейі бұзсаң, біз қазір не елестеген қазір 60 күн ораза дейміз ғой, бұрында ол болмаған, бұрында бірінші күн босатасың деген болған да, постоянно зихар дейтін әйеліңді егер біреуді өлтіріп болмаса, қатл бил хатаи, біреуді байқамай өлтіріп болмаса, кафарат бірінші неден басталады? Тахриру рақаба, құлды босат, малейший кішкентай нәрсемен құлды босат. Одан кейін мынандай үкім бар бізде, білесіздер, мен ямлику зу рахми махрамин файютақ алейхи мит. Кімде-кім өзінің жақын туысқан сатып алатын болса, ол автоматически босалады деген бар. Яғни мен туған бауырымды, мамамды сатып алсам, мен боспын, басым, ол құл болатын болса, автоматты түрде босалады деген. Қара болған, туысқанды қара болсын. Одан кейін ана усул фихта мысалдарды білесің ғой? Индахальты дар фа абди хур. Менің анау істеген шарттардың бәрі, яминнің бәрі, бұл таалиқу били атақ деп аталады да. Бір адам бірде сен жасағысы келмесе, сразу айтатын, егер мен жасап қойсам, құлым болсын деген нәрсе көп болатын. Усул фихта келген нәрселердің бірі ше. Талақ пен именно осы не болсын мәселесі көп келеді. Сондықтан да исламның бірден бір мәселелерінің бірі бұл не деп ойлаймын мен, құлды босату. Соны құлды босатудың түрлерінің көп болуы. Мысалы
умуалат деген бар. иә Егер қожайыннан баласы 2 қабат болып қалатын болса, ана күн қожайын өлгеннен кейін автоматты түрде басы босайды. Өйткені ана екеуінің арасында баланың болуы, бала басы босқа тиесілі болып тұр ғой еркек. иә Ана баланың басы папасы өлгеннен кейін өзінің мамасын иелей кете алмайды ғой. Сразу бас болып кетуі, нетіп кетуі. қожайына ұрпағы келетін болса Автоматты түрде бас болады. Умуалат деп аталады. Оның мудабар деген бар, иә. Қожайынмен келіседі, қожайын айтады, егер мен өліп қалсам сенің басың бос деген сияқты. Одан кейін не деген бар, иә, мәула дейді, бізде уйла деген бар, ана мирастың мәселесіне келіседі. Егер мен өліп қалатын болсам, құл айтады, сен менің басым босат. Егер мен өліп қалып менде туысқан болмасам, менің мүлкінің бәрі Саидта айтады да, қожайында саған өтеді деген сияқты. Келісім. Осының түрлерінің көп болуы қара. Қанша қалай реттеген шариғат. Так, мынау былай, құқық, еще ананың бәрі құқық қой, мынау былай істей алады, мынау былай істей алады, мынау былай істей алады. Соның арасында ана зекетке лайықты 8 түрлі категория адамдар бар ғой. Соның арасында құлды босату. Алла, мысалы, Алла тағала Құранда айтады, иә. Деп келтіреді ғой. Алла тағала садақат, зекет ақиқатына беріледі, мынаншаға 6. Соның 8 основной ғой, қараш. Основной. Сол кезде сен барып кімге беруің, соның ішіне 8-дің основны бүкіл адамның джинсінің ішінен саған қолды азат ету үшін деп кіргізіп қою. Ол не деген үлкен да ол мысалы. Одан кейін мына аятқа қатысты бір әңгіме айтып кетейін деп едім. Инна садақата лил фуқара ғой негізі. Иә, осы жерде бұл аят негізі айбаратына негізге түскен мағынасы, үкімі неге түскен негізі? Садақа кімге алатындар ма езет? Масариф зака ма? Енді егер әжілі баяни масариф зака түсетін болатын болса, онда бұл негізгі үкім ғой. Онда ана вау есепке алынатын еді да. Тәртіп бермейді вау. Бірақ бізде мұқорына береді ғой. То есть сен зекет берген кезде каждыны бөліп беріп шығу керексің да. Бір адамға бере алмай қалу керексің сен. Бір адамға немесе бәріне бөліп беру керек білемін. Бір адамға бере алмайсың. Өйткені вау уже автоматически саған уже бәрін бірде мушарка қылып жібереді да. Зекет шығарып 8 түрлі адам бөліп беру. Бізде сол масхабта бөліп беруге болады. Сол қалай шықты дейді да ғалымдар. Негізі айбарату нас баяну масариф зака емес қой. Айбарату нас мунафиқуна ла ястахиқуна зака. То есть оның алдында айтады, ол мұнафиқтар дейді, сен берсең разы болады, сен бермесең разы болмайды. Олар өйстіп айтқанда ғой, анау деп мұнафиқтарды айтып келеді да. Негізі зекетті алатындар мыналар дейді да. Ол мұнафиқтардың алмайтыны жайында аналар зікір етті да. Оларды баян ету үшін емес. Негізі мұна, ишаратын наспен айтып тұр да, негізгі түсіріп тұрған мұнафиқтар лайықты емес. Оны қалай баян етіп тұр, мыналар алады дегенмен. Сондықтан енді айбарат нас болмағаннан кейін, ишара болғаннан кейін, ана главный роль атқармайды да уже. Біз уже дилялямен шығарып жатырмық қой уже. Сөйтіп жеке бөлуге беруге болады. Ну ладно, ол жаңа мәселе ондай емес қой. Біз жаңа айтпай қойымыз. Мәселе мұқият тапты. Жоқ, бұл да бір маңызды нәрсе деп ойлаймын да ұстаз. Егер біз тарих қарайтын болсақ, негізі ислам мемлекеттері, соның арасында Мысыр бар ғой. Жаңа Осман империясы дәуірінде Хидайул Исмаил деген патша түгел құлдық жоққа шығарған ғой. Егер салыстырып алып қарайтын болсақ, кім Америкада құлдық бар ғой, Авраам Линкольн бар ғой, соның уақытысында отмена болған ғой. Салыстырмалы түрде біздің мұсылмандарда бұрын болған. Біз олардан ерте шықтық. Сол себеп кей адамдар жаңа сендер құлдыққа шақырасыңдар деуі негізі қате түсінік. Осы екі мәселе бар да. Көбінесе исламға тағылатын айыптардың бірі, біріншісі ислам көп әйел алуға шақырады. Екіншісі ол құлдықты мойындайды, немесе құлдық деген нәрсеге көп мән береді деген нәрсе да. Яғни құдды құлдықты құптайды деген сияқты да. Яғни біз анау көп әйелді алуға үгіттейме, үгіттемейме, ол мәселен бір подкастта айттық. Енді құлдық мәселесіне дәл осы сияқты ғой. Негізі құлдықты азайту үшін келген да ислам. Өйткені қарасаңыздар, егер какой-то бір күнәні жасап қойса, оның штрафы ретінде көбінесе Алла тағала тахриру рақаба. Яғни не болса да некімді құлды азат етіңдер. Яғни бір сен күнә істеп қойдың ба, штраф төлеу керек па, не істейсің? Құл азат етесің. И кейбір жерде момын болуын шарт ет. Кейбір жерде жалпылама. Жуайри анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шаңырақ көтеріп, ол саяси себептер деп айтсақ болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жуайри анамызға үйлену арқылы ең бірінші сол анамыздың өзін азат еткен болатын. Және сол арқылы түгелі сол кісінің ағайындары азат болды. Және түбінен бұл кісілер түгелі ислам дінін қабылдады. Және сол әйел берекелі болып, Алла елшісінің жұбайы болу арқылы
бүкіл тайпасын азат еткен береке аналарымыздың біріне айналды. Және жаңа айтқанымыздай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп мұкатаба келісім ұсынуы өз-өзін азат еткен болатын. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің әдеттегі кеңшілігі бойынша ол кісіні күң емес, бәлки өзінің жұбайларын бір етті. Сол себепті пайғамбарымыздың құрметті әйелдер қатарына иншалла қосылды. Бұл енді жалпы Джуайрия анамыз жайлы қысқаша ғана ақпаратымыз. Және кейбір шариғат үкімдерін баяндап өттік. Соның арасында ислам діні құрметті бауырлар құлдыққа шақырмайды. Бәлки ислам әлемдегі мемлекеттердің алғашқылары болып құлдықтан түбегейлі бас тартқан. Және жаңа ұстаздарымыз баяндап өткендей, дініміздің Құранда келетін көптеген діни мәтіндер құлдықты жоққа шығаруға тырысады. Және Абу Бакр Сыдық өзі, Абдулла ибн Масғуд, Билал ибн Рабах сияқты сахабалар құл болған, бәрін азат еткен емес, дүние жұмсап. Сол себепті кім өзі Алла елшісінің баласы, асыраған баласы Зейд ибн Хариса құл болған, бірақ оны пайғамбар азат еткен болатын. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құлды азат еткен және азат етуге бәрін қызықтырған болатын. Енді былай алып қарағанда негізі сираны қарайтын болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жарайды, азат етуден бұрын негізі құлдарға мәміле мәселесінде де ислам шариғаты сияқты жұмсақ немесе әділ мәміле жасайтын дін жоқ шығар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, негізі егер құлыңа сен оның шамасы жетпейтін нәрсені не істеме? Жүктеме. Сосын өзің не жейсің, содан бер. Өзің нені киесің, содан кигіз дейді. Оны қай қоғамда ондай немесе қай бір дінде осындай ережелер айтылған немесе амал жасалған. Ислам дінде білесіздер ғой, яғни құлға тіпті өзіңнің жейтін тамағыңнан бір бөліп беруің керек. Яғни оны кейін бір сәттің өзінде 2-3 жұмысты бұйыруға тыйым салады. Яғни бір істі бітіріп кейін екіншісіне жұмсауға керек болады. Кейін жаңа Джуайрия анамыз жайлы бір қысқаша бір тағы бір ләмха дейміз ғой, былай қарағанда бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір қаншалықты көркем мінезді кісі болғанын баяндайтын бір жері бар да осы жерде. Яғни ойлаңыз, Джуайрия анамыздың пайғамбарымыздың қасына келіп көмек сұрауы. Пайғамбарымыз былай алып қарағанда оның әкесін өлтірген әскердің басшысы. Тайпасын құл қылып алған әскердің басшысы. Соған қорықпай барып, Алланың елшісі, маған не істеңіз, көмек беріңіз деп. Бұл не нәрсеге нұсқайды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мейірімділігі, жұмсақтылығы ол не только мұсылмандардың арасында, тіпті басқа мұсылман болмаған дін дұшпандардың арасында да бұл нәрсе белгілі болған. Яғни әйел кісі, жарайды, ер адам кіріп барса, ол басшының қасына кіру үшін дұқ керек қой, былай қарағанда. Пайғамбардың қасына әйел кісінің кіріп барып, маған көмек бер, осындай мен мұкатаба жасадым деген деп соған даты бағаруы немесе соған былай дұқы, қалай айтады қазақшада, дұқ жету ма? Дұқы жетуінің өзі ол қашан қандай жағдайда болады? Қарсында тұрған адам мейірімділігі үміт етілетін адам болса ғана ғой. Яғни бұл жерде де көруге болады, негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек қана мұсылмандардың арасында емес, басқа өз пайғамбарымызға дұшман болған адамдардың арасында да мейірімділігі, жұмсақтылығымен не болған? Негізі танымал болған ғой. Әдем. Ол осы бұл жалпы Джуайрия анамыз жайлы қысқаша ақпарат. Күллі әлемге жарық нұр болған Алланың сүйікті елшісі, есімі ұлық Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Саған салауат айтқан сайын жүрегіміз тыныштық тауып, рухымыз күшейіп, өміріміздің мәні мен сәні арта түседі. Салауат Аллах тағаланың пайғамбарымызға берген ең ұлы сыйының бірі. Ал тұрақты түрде салауат айтумен Алла оның үмметін кешірім, мейірім, сынақтардан құтқару, береке сынды бір қатар шексіз сыйлықтармен қуантпақ. Біз үміт етер сыйлардың ең үлкені салауат айтумен пайғамбарымызды түсімізде көру және оның шапағатына ие болу. Бұл тұрғыда біздерге сырға толы салауат атты теңдессіз кітап керемет үлгі болмақ. Бұл құнды кітап пайғамбарымызға деген шексіз сүйіспеншілікті сипаттайтын ғажайып еңбек. Салауат жүректерді тазартатын, жанды қуаттандыратын рухани қазына. Бұл кітапты тұрақты оқу сізді Алла мен оның сүйікті елшісіне жақындатарына сенімдіміз. Дәл қазір кітапқа тапсырыс беріп, рухани байлығыңызды арттырыңыз. Толығырақ білу үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Келесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұбайлардың бірі ол Умму Салама анамыз. Әдем. Умму Салама анамыз жалпы баршамыз белгілі болғандай Алла елшісінің жұбайларының бірі және
жасы үлкендеу болған әйелдердің бірі. Енді бұл кісінің айтпастан бұрын күйеуі жайлы тоқтап кеткен дұрыс болатын шығар, иә? Енді бұл кісінің негізі күйеуі тоже Абу Салама. Абу Салама мұсылмандардың арасында өзінің беделі бар, исламға көптеген пайдасын тиген ұлы сахабалардың бірі болады негізі. Иә. Бұл жерде Умму Саламаның оқиғасыны еске алған кезде, оқыған кезде мына нәрсе көбінесе мен ойыма келетін нәрсе ненің екеуінің арасындағы махаббат қой. Өткен Абу Салама мен Умму Салама бір-бірін қатты жақсы көрген. Соңғысы мені алаңдатып тұрды. Сол мені жүрегімді толғандырады. Иә, өйткені Абу Салама мен Умму Салама бір-бірін қатты жақсы көрген негізі. Бірақ кім Абу Салама қай соғыстан кейін? Ухудтан кейін жараланады да, ол кісіге не болады? Қайтыс болады негізі. Сол кезде Ибн Саад Табақат деген кітабында алып келеді. Табақатул Кубрада Ибн Саад мынау бір оқиғаны немесе риуаятты алып келеді да. Негізі қайтыс болуынан бұрын енді Умму Салама мен Абу Салама түнде бір күн сөйлесіп отқан кезде айтады да, мен енді бір-бірін жақсы көруін айтып келген кезде айтады, Умму Салама анамыз айтады, негізі мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан естідім, жәннатта жұбайлар бұл дүниеде кіммен не болды, жұбай болды, жәннатта да сол жұбайлармен бірге болады дейді. Кейін Умму Салама анамыз айтады, кел уәделесек дейді. Уәделесек дейді, егер мен қайтыс болсам, сен басқаға үйленбейсің, егер сен қайтыс болсаң, мен басқаға тұрмысқа шықпаймын дейді. Давай сол жәннатта да до конца бірге болайық дейді ғой. Сөйтіп жаңағы Абу Салама айтады, жарайды дейді да, бірақ ке дұға жасайық дейді. Дұға жасағанда айтады, уа Раббым, Умму Саламаға менен де жақсы күйеуді нәсіп ет дейді ғой. Енді ана Умму Салама анамыз не істейді? Ашуланады ғой, енді сенен жақсыны қайдан табам дейді. Бірақ сол уақыт өтеді, кейін соғыстан кейін Абу Салама не істейді? Қайтыс болады. Жан тапсырып қайтыс болған кезде Умму Салама анамыз қатты қайға батады. Өйткені ең жақсы көрген күйеуінен айырылып қалды. Кейін Умму Салама анамыз айтады, сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына сөзі бір есіме түсті дейді. Пайғамбарымыз айтқан, кімнің басына бір қиыншылық түсетін болса, немесе кім өзінің бір жақынынан айырылып қалатын болса, қайтыс болатын болса, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Аллахумма хруфни хайран мимма ахадта минни ма? Дұға бар ғой негізі. Яғни менен алған нәрсеңнен жақсырағын маған берген, нәсіп еткен деген дұға есіме түсті. Бірақ ойладым дейді, Абу Саламадан жақсырағы бар ма екен? Яғни Абу Саламадан жақсырағы жоқ қой енді. Бұл дұғаны айтқанмен пайдасы жоқ шығар деген сияқты ше. Кейін айтады, не болса да енді Алланың елшісінің сөзі ғой деп айттым дейді. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп жаңағы дұғаны айтам дейді. Айтқаннан кейін, біраз уақыт өткеннен кейін кімнен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан елшілер келеді. Сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сені не істеп жатыр? Жұбай ретінде ұсыныс тастап жатыр дейді. Сол кезде Ибн Саад тағы да басқа ғалымдар айтады да, осы жерде жаңағы Абу Саламаның дұғасы қабыл болғанын көруге болады дейді. Яғни шынымен де Абу Саламадан жақсырақ қой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, дүниеде де ақыретте де. Енді бұл жерде жаңа айтқанымыздай Абу Салама мен Умму Саламаның арасындағы махаббат. Кейін бұл жерде назар аударатын нәрсеміз неде? Адам баласы кейде бір нәрсені өзі үшін хайырлы деп ойлайды, бірақ оның арты наоборот, оған зиянды болады. Кейде керісінше ойлайды. Маған мына нәрсе зиянды болды, бұдан жаманы болмайды дейді, бірақ арты соңынан жақсылықпен аяқталады ғой. Алла Тағала Бақара сүресінде де айтады ғой, аса ан такраху шай'ан фахуа хайрун лакум ва аса ан тухиббу шай'ан фахуа шаррун лакум. Яғни сендер кейде бір нәрсені жақсы көресіңдер, бірақ оның аяғы жамандықпен аяқталады. Сендер үшін жамандық. Кейде сендер бір нәрсені жаман көресіңдер, бірақ ол сендер өздерің үшін жақсы болады дейді. Осы жерде де осы аяттың бір өмірдегі несін көруге болады, көрінісін көруге болады деп ойлаймын да. Негізі Умму Салама анамыз жайлы айтатын болсақ, енді Умму Салама анамыз негізі пайғамбарымыз ұсыныспен келген кезде айтады ғой, не деп айтады? Алланың елшісі, менің жасым үлкен, кейін менің бала шағам көп, сосын мен не деп айтады? Мен өте қызғаншақпын дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, жасыңа келсек дейді, менің де жасым сенен ондай бір қатты
үлкен емес. иә жас емес дейді. Жас. яғни бір бірімізге жақынбыз, яғни қатарласымыз дейді. Ал бала шағаң болса, өзімнің бала шағам ретінде қараймын, өзім қарамағыма алам дейді. Ал бірақ нені дейді? Ғайраңды, яғни сенің қызғанышыңды Аллаға дуға жасаймын. Яғни лааллаху юзхибаха, немесе ан юзхибаха. Алла тағала оны кетіреді деген үміттемін дейді. Ол жерде сира ғалымдар айтады да, әйел адамның табиғатындағы бұл қызғаныштық тіпті Алланың елшісі де оның қасында не болып қалды? Дұға сұрап қалды дейді да. Сол себепті бұл әйел адамның негізгі табиғатында қызғаныш деген нәрсе бар. Ол қызғаныш, ол зәм, яғни минус емес әйел үшін. Наоборот, ол не? Мәдх қой. Әйелдің несінде негізі әйел үшін қызғаншақ болу ол минус емес, наоборот, плюс. Негізі. Неге? Өйткені әйел қанша қызғанса, сонша күйеуін жақсы көруінің белгісі негізі. Қызғанбайтын әйелден Құдай сақтасын негізі. Шын айтам. Жоқ, шын ғой. Өйткені қызғанбау деген ол оған қызық емессің деген. Яғни сен оны қызықтыратын нәрсең жоқ дегені да. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әйелдерін қарасаң бәрі бір-бірімен не? Иә, қызғаныш болған ғой. Айша анамызда, Софияда да, барлығында. Оқиды, сираны оқысақ та. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұсыныс жасайды. Жасы жағы почти құрдас, қызғаншақтың оған дұға етеді, азаяды, бірақ полностью кетпейді. Сонымен қатар несі балалардың бәрін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің балалары сияқты көреді дейді. Бұл жаңа айтып жатсыз ғой, кім Абу Саламнан асқан жақсы адам жоқ деп айтып кетіпші. Кейбір халықтар осыған қосымша ретінде айтады екен да. Мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ілім дейтін несі бар, сипаты бар ғой. Біз көп айта береміз осылайша. Сонда ерекшелігі пайғамбарымыз адамдар бір нәрсе айтпаса да ішін ойды бар біліп тұрған екен. Сол бір шеті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол адамның айтпаса да не нәрсе бар екен біліп тұрған екен да. Сахабалар келген кезде жаңа айтуға қысылып тұрады, бүйтіп жетпейді, батыл жетпей тұрған кезде сен ана нәрсені сұрау үшін келдім айтады екен да. Аллахты қай жақтан сіз біліп қойдыңыз айтатын болған екен да. Сол сияқты ана кімнің Умму Салама анамыз күйеуі қайтыс болған кезде сен ойладың ғой дейді да, жер бетінде менің күйеуімнен асқан артық аяқ жоқ, күйеуімнен асқан адам жоқ деп, мен содан артықпын деп пайғамбарымыз алған дейді да, кімді Умму Салама анамыз. Сөйтіп бақытты өмір сүрген екен жансыз. Және бір ерекшелігі Умму Салама анамызға Құдай тағала берген хикмет иесі болған ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жалпы бізде ер адамдар көбісі әйелдер айтқанына құлақ аспайды ғой, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям достарым бәрі сондай мутаяқ қой. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ақыл айтып кеңес айтқан адамдардың бірі осы екенші. Жалпы өмірде бәрі бар пайғамбардан ақыл сұрайды ғой. Ал кім Умму Саламамыз болса, сол ерекшелігін береді, нұржансыз пайғамбарға ақыл айтқан кісілердің бірі екен. Ана білесің, Худайбия келісінде пайғамбарымыз саллаллаху биыл не істемейміз дейді ғой. Умра істемейміз, қайтамыз деген кезде сахабалар шаштарын алдырып айтады ғой. Сахабалар соны шаштарын алмай қайтып бара жатқан кезде Умму Саламамыз айтады ғой, анамыз, Аллахтың елшісі, өзіңіз шашыңызды алсаңыз, сосын адамдар сіздің шаш алғаныңызды көріп, олар шашын ала бастайды деп. Сөйтіп істейді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям істегеннен кейін сахабалардың бәрі Алла елшісінің істегенін істеп, шаштарын алып бәрі умрадан шығып, жаңағы ағаштың астында пайғамбар қайтадан байғат береді ғой. Сол жерде кеңес берген осы Умму Салама анамыз екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйікті жұбайлардың бірі. Және риуаяттар келгенде бұл кісі түндерін көбінесе Айша анамызға беретін болған, иә. Негізі, өйткені ана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғасының бір қабыл болғанда көрініс шығар деймін бе, негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өткізу керек түндерін Айша анамызға беріп, осылайша құрбан еткен аналарымыздың бірі. Керемет пе сөз? Өте керемет. Кейін Умму Салама анамыз жайлы тағы бір жалпылама айтатын болсақ, негізі бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерін ислам үмбетіне жеткізген аналарымыздың бір есептеледі. Қалғандардан аз, бірақ ең көп Айша ғой. Бірақ одан кейін сол Умму Салама анамыз тұрады негізі. Ең көп хадис риуаят еткен аналарымыздың бірі ғой. Бұл деген ол кісінің ғылымға, білімге деген несін, ықыласын, сосын білімді таратуға деген ықыласын, немесе ол кісінің сондай бір әрекетін байқауға да болады. Әдемі. Олай болса, бұл Умму Салама анамыз болған, қысқаша айтып өттік деген ойдамыз. Келесі пайғамбардың жұбайларының бірі ол Зайнаб бинті Жахш ғой деймін. Иә, Зайнаб бинті Жахш екен. Жақсы. Зайнаб бинті Жахш пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жұбайларының бірі. Енді жалпы егер қысқаша айтатын болсақ,
Зейнеп анамыз негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туысқандық қатынасы бар адамдардың бірі. Және біз өткен дәрістерімізде айтқанымыздай, дәріс деп подкасттарымызда айтқанымыздай, Зейнеп анамыз пайғамбарымыздың нелердің бірі да, туыстарының қыздарының бірі. Амматихан бинту бинту Амматихан несінің тәтесінің немесе әпкесі айтамыз, соның қыздарының бірі. Бір қызығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам асырап алған баласы Зейдқа Зейнеп екеуі үйленеді. Басында осындай Алла елшісі бұйырған кезде Нұржасташ Зейнеп анамыз бас тартады. Және Зейнеп анамыздың қасына бауыр Абдулла деген кісі бас тартады. Кейін Алла тағала қасиетті Құранға аят түсіреді, Ахзаб сүресінде «Ма канна лил муъмини ва ла муъминат иза қадаллаху расулаху» деген аят түседі. Яғни егер мұсылман әйелге немесе мұсылман ерге Алла және оның елшісі бұйрық беретін болса, онда олар оған толыққанды бойсыну керек деп. Сөйтіп осы аят үкім түскен кезде Зейнеп анамыз және бауыр Абдулла біз Аллахтың үкіміне, пайғамбардың үкіміне қарсы шықпаймыз деп үйленуге келісім береді. Сөйтіп Зейд пен Зейнеп анамыз үйленеді. Бірақ енді баршамызға белгілі болғандай өмірлері қиын болады. Өйткені Зейд құлдықтан шыққан адам, ал Зейнеп болса Шар патшайымның қызы. Сөйтіп екеуінің өмірлері қиын болғаннан кейін Зейд пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келіп, Аллахтың елшісі біз ажырассақ деген сияқты көп ұсыныстар айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әмсеге, яғни ұста, ажыраспа, шыда, бүйт деп постоянно қайтарып жүреді. Сөйтіп күндердің бір күні Зейд осы әрекетінен қоймаған соң Алла тағала үкім шығарып, әлгі Зейнеп пен Зейдтің ажырасатынын айтады. Алла тағала Құранда «Фалама қада Зейд мин ватра заважнака» дейді. Зейд өз мақсатына қол жеткізіп, Зейнеппен ажырасқан кезде біз сені Зейнепке үйлендірдік деп Алла тағала өзі Құранда үкім береді. Сол себепті мынау Зейнеп анамызбен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үйленуін негізінде біз ташриғи, яғни шариғат үкімдерін бекітудің бір белгісі деп қалды өткізсек болды, дұрыс болатын шығар. Өйткені қарасаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен Зейнеп анамыздың үйлену арасында бірнеше шариғи үкім бар. Соның бірі ең маңыздысы және негізгі бүкіл мақсат асырап алған бала сенің туған балаң сияқты болмайтынын баяндау үшін. Өйткені жалпы шариғаттың үкімі бойынша мысалы бір жігіт үйленген болса, артында келінмен қосылған болатын болса, оның әкесіне ешқашан алуға болмайды. Шариғаттың Құранда келетін аяттардың бірі ғой, мәңгілікке харам. Бірақ қарасақ сендердің нелердің халай абнаикум мин аслабикум, яғни өздерің туған балдарың, келіндерің ғой. Келіндерің сендерге мәңгілікке харам. Шариғат бойынша жалпы үйленуге болмайтын адам категориялары бар. Соның бірі құда арқылы деген түсінік бар, арабша сихр дейді. Сол егер бір жігіт бір қызға үйленетін болса, кейіннен Алла тағаланың қалауымен берген себептен ажырасатын болса, келінге жігіттің әкесі ешқашанға үйленуге болмайды. Бұл шариғат негізі қатам салған тыйымдардың бірі. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің асырап алған баласы Зейдтің әйелі Зейнепқа үйленеді. Осы арқылы бір үлкен шариғаттың үкімі бар. Ол қайсы деген кезде асырап алған бала ешқашан да сенің туған балаң сияқты болмайтындығын бекіту үшін. Алла тағала шариғат үкімін бекіту үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылайша міндеттеген. Енді осы оқиғада Нұржан ұстаз мына нәрсені баяндап кетсек, негізі біз өткен подкастта да айттық, жалпылама бізде фиқта білесіз ғой, Нұржан ұстаз, неке бабында әл-кафаа деген мәселе бар. Яғни ер мен әл-кафаа немесе әл-куф мәселесі, яғни теңдік. Теңдік дегенде бұл жерде кейбіреулер теңдік ол дінде болады дегендер де бар. Бірақ жалпылама алғанда, бірақ фиқта қарастырылатын мәселе, отбасы құрып жатқанда мынау жас бауырларымызға немесе қарындастарымызға айтылатын нәрсе, сол кафа мәселесіне көбісі мән бере бермейді. Яғни теңдік дегенде Нұржан ұстаз, сол мәселені бір ашықтап кетсек те, сіз өзіңіз түсіндірсеңіз. Яғни анау мәселе бар ғой, қазір тек қана арада махаббат болса немесе кейде не дейді, діндары болса болды, жеткілікті деп ойлайды, бірақ екі отбасы екі түрлі мәдениетті болса немесе екі түрлі дәрежедегі отбасы болса, екі тараптан қосылған жаңа отбасы шаңырақ тұрғызу қиын болады негізі. Сол мәселе жайлы, яғни кафа жайлы айтсақ. Енді ерлі-зайыптар негізі үйленіп жатқан кезде куф дегеніміз термин бар қолданылатын. Бұл негізі бұған қатысты ихтилаф бар, бұның үкімі қандай? Яғни егер қыз өзін куф онсыз үйлендіріп қоятын болса, жалпы никах бар ма, жоқ па деген мәселе бар бірінші.
Біреулер бар, никах егер өзінің теңі болмаса да үйлендіріп қоятын болса никах дұрыс болып есептеледі, бірақ акеде хаққул фасх деген бар дейді. Біреулер айтады жоқ, ол изначально никах дұрыс болып есептеледі, мауқуф ала изнил вали болып тұрады дейді. Осыған қатысты ихтилаф бар. Негізі енді соңғы, по-моему, муфтабихи, мен шатаспасам, оның ол никахты негізі мауқуф қылған дұрыс дейді. Өйткені кәм минал хукуқ ла ютфа деп келетін еді ғой, білесіз ба? Енді қанша хақлар бар, который өтелмей жатқан дейді. Енді куфонсыз өтіп кетеді да, сонымен қойшы дей салады да әкесін. Бұл жердегі куфонның негізгі проблемасы, істеп жатқан жұмысы, бұл қыз енді өз махаббатпен үйленіп періп үйленіп кететін болатын болса, ар жағында тек бар ғой. Бұл әкенің тегінің хақсыз салу негізі. Өйткені мысалы министрдің қызы тұрып бір наркоманға болмаса лудоманға үйленіп жатқан болса, ол нұқсан да, ол әкесінің тегіне нұқсан. Болса әулиелердің бір несі, сондықтан да бұл әкесінің хақысын сақтау үшін әкесіне беріліп отқан хақы да. Бірақ бұл бір шетінен жаңағы Нұрекең айтып отқандай, Нұрсұлтан ұстаз айтып отқандай, куф негізі өте қоғамдық жаңа семьяның бір қалыптасуында үлкен әлеуметтік рөл атқаратын нәрсе да. Куфун бірнеше нәрселерде есептелінеді, теңдік деген. Бұл куфун дегеніміз теңдік деген сөз шығады. Әйелдің еркекке, то есть еркектің әйелге тең болуы да. Бұл жерде еркек әйелдің еркекке тең болуы қарастырылмайды. То есть әйел төмен болса да бола береді. Ода тұрған жоқ. Өйткені былайша айтқанда қаулайды صاحب الفرش با مستفرش لا يذلل منت төмендемейді, яғни мустафриш бар ғой, то есть қыз астында болғаннан кейін ол астына бола берсе ештеңе етпейді. Қол астында дей берейік. Қол астында дұрыс. Жоқ, астында болса, ал еркек деген үстінде болғаннан кейін, егер ол жалпы жағдайда астында тұрса, ол тана қотта ол негізі. Кемшілік болады. Иә. Сондықтан кейбір елдердің әйел президенттердің семьясы қалай екен деп ойланамын да кейін. Болады, ол туралы әңгіме айтпай ақ қояйық деп. Сонымен не әңгіме? Куфун бірнеше нәрседе есептеледі. Біріншісі, куфунның мәселесі нәсәп тұрғысынан есептеледі. Былайша айтқанда, хирфаға келтіріледі. Қандай нәрсе? Кәсіп, мысалы, отбасының. Иә, мысалы, біреудің несі сайрафи болатын болса, валюта ауыстыратын. Банкиннен үлкен бір лауазым болады ғой, болмаса таяр дейді анау. Енді алып келеді ғой Нұржан ұстаз, мен оқығанда келген еді, анау әтір сататын отбасының қызы мысалға аттардың еті қасапшының несіне үйлену дұрыс емес дейді. Қасапшы болғанда хиджамистің несіне хиджамы төмен болып есептелген да енді былай нелерде. Қасапты да, потому что қасаптың үйінде қан, иіс болады ғой үнемі. Анау қыз мысалға андай қош иісте үйреніп қалған да. Иә, былай. Ал анау қасапшының үйіне келін болып түсетін болса не болады? Куфун жоқ дейді. Иә, ол жерде проблема бола береді дейді да. Шығысып кету қиын болады нені дейді да. Ол бар. Одан кейін куфун бұл осы мәселе. Екінші мәселеде куфун не есептеледі? Ислам табылдауында. Иә. Мысалы, қыздың әкесі 7 атадан мұсылман болатын болса, еркек 1 атадан мұсылман болатын болса, папасы ғана қабылдаған. Онда куфун болмайды дейді да. Бірақ бұл енді екеуден аса болатын болса, онда бәрі тең. Негізі екеуден ары қарай жамағат та, екеуде жамағат болып кетеді. Машалла, күшті. Енді бәрі есепке алынбайды жекелерге кетсе. Одан кейін куфун мәл де есептелінеді. Байлық та есептелінеді. Иә, қылымен. Болды сол, енді былайша айтқанда, сол мәселелер қарастырылады, основной осы мәселелер. Бұл негізі керек қой, мен қазір жастар сұрайды ғой. Қалай ажырасып жатыр екен, мен айтамын да, сен өзіңнің мәдениеті тұрғысынан жақын біреуді ал деймін да. Өйткені сен оның мәдениеті тұрғысынан жақын біреуді алатын болсаң, ырым, салт дәстүр, бәрі мамасының жұмсалуы, ол өзінің мамасының жұмсалуын көріп жүр ғой. Ертең сен аласың да, тура сөйтіп жұмсайсың да оны енді. Ол осыда да мәселе. Одан кейін не бар еді ана нәсәп деген тұрғысынан жаңа ажами ма, ажами емес па, араб емес па. Енді мәселе сол да, текте да енді. Сондықтан да айтпағым негізі бұл куфун хикмет қойылғаны. Өзіңнің несінен алатын болсаң, үрдісі мәдениеті тұрғысынан жақында, оған үйленуде жақсы болады. Анау кейбір үлкен кісілер, балалары, мен Африкаға үйленемін, мен Америкаға үйленсем, шошитып жүрген кісілер. Мен онымен құда болмайын ба? Мен ертеңгісін отырғым келеді ғой құдамен деп ше. Сол кезден үлкен кісілерді қарасаң, өзінің мәдениетіне жақын адамды көргісі келеді да. Қазір мынау көп жағдайда ажырасып жатқандарды көретін болсаң ше, мен оны айтқанын жақсы көремін да, мен өткендерде айттым ба, сендерге айтпадым ба, мәдениеттер қақтығысы да. Қазіргілер анау
ана реклама европалық мәдениетті көріп алған, ана корейский мәдениетті мен құл емеспін, мен не емеспін, анау мынау, мен адаммын деген идея ғой, короче. Ал ана жақта енесі бар да, ол кәдімгі үлкен келін деген институттан шығып келе жатыр да ол. Енді ол қазір келіні келген кезде енесі жұмсаймын десе, анау тұрады да келіспейді да онымен. Өйткені түсінік бөлек. Ол тұрады да, мен құл емеспін дейді. Түсініп тұрсыздар ма? Түсініп отыр, Олай болса, құрметті бауырлар, шариғатымызда өте маңызды бір құндылықтар бар. Құндылықтың бірі ол теңдік мәселесі. Мен жаңағы бір нәрсе айтайын деп едім, ше. Сонымен сіздер сөйлесіп отқаннан кейін жарайды бөлмейші деп. Мен өткенде осы 1-2 күн бұрын ба қай кітаптан оқыдым. Ана әйел кісі бірінші күйеуі ана кімге қатысты шығып жатыр да, Абу Салама ше. Уму Салама. Абу Салама, Абу Салама мен Уму Салама. Осы кезде қай күйеумен жаннатта болады деген сияқты соны жатыр да. Мысалы бір үйленіп, екіншісі үйленетін болса да кейін, или үшінші үйленетін болса, қай күйеумен қалады деген вопрос туындады. Мен қай кітаптан оқыдым? Осы, по-моему, ана Тахқиқул Бахир деген ана кімнің Ибн Джаймның кітабы бар ғой, Ашбах Назайр. Соның шархы бар. Хибатуллахи ат-Таджи деген ше. Сол жерден оқыдым ба? Әйтеуір үшін ханафитский бір неден оқып, қай күйеумен қалады деп ойлайсыздар деп сұрақ қойып отырсақ, негізі айтамын, қайсы тақуа соны бір болады деді. Қайсы не? Тақуа. Мен мынандай нәрсе оқыдым да, ол әйелдің қайсымен ақылағы жақсы болды, сонымен болады деген сияқты. Қарашы қандай хаста, ана әйелді күйеумен жақсы болу мәселесіне қарай тартқылап жатыр да. То есть ол әйел қайсы күйеумен ақылағы жақсы болды, сонымен болады дейді ғой, короче. Бірақ енді жақта негізі ереже бойынша ла махалла шығар, пайғамбардың жоғайлары бар, пайғамбардың бірге болатын шығар. Ондай жолын талаш. Ол жолмен қарасаң да пайғамбарымыз кетіп тұрған сияқты ғой. Ақлақ енді сөз. Мен негізі тағы да бір сезім етіп отыр. Мустасна ғой негізі білесің ба? Пайғамбарымыздың жағдайы. Ана балалармен отырып отырып, не ереже бар ғой анау? Ад-дарурат تبيح المحظورات تقدر بقدرها تتقدر بقدرها تقدر بقدرها енді ол да бар, бірақ енді мынау да бар, татақадыр беқадриха деген ниет. Содан әңгіме неде? Әңгіме негізі жігіттер Мәжнун бар ғой, Шафи мазхабында бізде Ибн Жайм айтады да, негізі бұл Шафи мазхабында үкім бар дейді. Кімде кім? Мәжнун бар ғой. Әл-уали юмкин ан юзауджа мәжнуна мару вахида дейді. Ва баъда залика лейса биджаиз дейді. Енді аслан күллі инсан күллі раджул юмкин ан ятазауджа арба маррат, ләкин ин якуну мәжнунан вали юзауджиху мару вахида дейді. Ләна وفق قاعدة الضرورة تتقدر بقدرها. неге өйткені жігіттің үйленуі дарури ғой. Бірақ енді бір рет үйленді ғой. Енді болды же, өзіне дарура түсетіндей болды да ол же. Ары қарайсаң зияда шығудың қажеті жоқ, мәжнун да ол дейді. Осы кезде мен вообще басқа нәрсе айтып кеттім ғой, мен мен айтайын деген вообще басқа нәрсе ғой. Бірақ неге есіме түсіп отыр десем, сендерге ме есіме түсіп отыр? Не әңгіме неде? Әңгіме айтып жатқанымда кімде кім болды, мен бір әйелден басқа үйленбеймін десе, мәжнун деген да ол. Саған кім айтты? Омардың сөзі бар ғой. Шафи айтады да, бір әйел мәжнунға ғана дейді ғой. Енді сен енді өзің қарашы, өтірік айтса, мен бір әйелден басқа алмаймын десең, сен мәжнунсың да сен. Короче, мынандай нәрсе ғой. Тура осы ереже екен тур. Ад-дарурату татақаддар биқадриха. Енді айтады, егер біреу сахарада келе жатса, сөйтіп ана жақта мәйіт, yani қарны ашып өледі қазір жемесе ше. Яғни мәйіт тауып алды, мәйіт харам. Енді ол жейді ғой, жемей ма? Жейді уәжіп. Өйткені қазір жемесе ол күнәһар болады, өледі болса. Енді ана мәйітті харам болса да жейді. Бірақ қанша жейді? Дарура кеткенде. Яғни былайша айтқанда садди ромқ дейді да. Садди ромқ не болса, халакты кетіру. Махмасан. Бірақ махмасан, бірақ тойып жемейді. Өйткені ад-дарурату татақаддар биқадриха. Бұл жерде тоже Шафи мазхабында да. Айтады, бәсе осы не, шанс кетмесем екеуі ұқсайды екен ғой. Айтады да, бірақ бұл ереже постоянно жұмыс істемейді дейді. Бірақ негізі бұл ереже істеу керек постоянно. Неге істемейді десе, енді айтады, егер адам дейді, сахарада келеді, өшіп, өліп, талайын деп дейді да, қазір бірсе жемесе өледі, мәйіт тауып алса дейді, ол мәйітті жеуге болмайды дейді да. Егер ол мәйіт пайғамбардың мәйіті болса дейді. Өлесің дейді, короче.
енді соны мен айтып тұрмын пайғамбардың нұсқасында да понимаешь пайғамбар үйленген кезде енді ол по-любому оның несі соған қарай өтеді да в общем ғолаба соған қарай кетеді негізі қандай жағдайда да енді нұсқасына в общем Абу Салама емес Уму Салама анамыз пайғамбарымыз енді мағлуб болмайды ғой пайғамбар аятта қолдайды ғой деймін ан-набию аула бил муъминина мин анфусихим яғни пайғамбар мұсылмандар мүмин адамдар үшін өздерінен де дәрежесі жоғары биік қымбат болады ғой. Құрметті бауырлар, Ухуд тауының қасында андай карта, яғни харита істелген карта. Бұл жерде Меккенің мүшриктері мен Мадиналық мұсылмандар арасында қақтығыстың қалай өрбіген жайлы карта істелген. Егер көңіл бөлсеңіздер, 3 түс тұр. Мынау жасыл түс сол жейшіл мұсылмен мұсылмандар әскері, сосын сары түсте сол жейшіл мүшриктердің әскері болатын болса, сосын қара түспен ол ружуғ мунафиқин екі жүздердің қайтуы. Мынау енді көрсеңіздер, мынау жалпы Ухуд тауы жоғарғы жағында көрсетілген. Кейін мынау Мадина қаласы. Мадина қаласы, осы Мадина қаласынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әскери осы жаққа шығады. Осы жорыққа шығатын кезде, егер көңіл бөлсеңіздер, нақты көрініп тұр, мүшриктердің әскері саны 3000-ға жуық болады. Мұсылмандар әскерінің саны болатын болса 700 болады. Және мынау Мадина қаласы негізі пайғамбарымыз алғашқы кездерде Мадина қаласы сыртына шықпай-ақ іште күтіп алуды жоспарлайды. Бірақ сол Бәдір соғысына қатыса жас сахабалар Аллахтың елшісі сыртқа шығайық, күтіп алайық деген сияқты ұсыныс айтқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шығуды қолға алады. Және пайғамбарымыз шығайын деп жатқан кезде жаңағы сахабалар айтады, біз пайғамбарымыз қинап қойдық, өзінің қаламаған нәрсесін істеттік қой деген сияқты ой келеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп, Аллахтың елшісі біз шықпай-ақ қойып Мадинада күте берейік деген кезде пайғамбар айтады, пайғамбарларға үстеріне салып келген соң оны шешуге болмайды деп пайғамбарымыз осы жаққа шығады. Және пайғамбарымыз салсам бірге осы жерде мүшриктер Меккедегі мұнафиқтар кешіресіздер Мадина мұнафиқтарды шыға бастайды. Мына жаққа келгеннен кейін олар қайтадан біз артқа қайтады. Олар айтқан өздері Мұхаммед біздің айтқан сөзімізді алмады, бізді елемеді деп осы мүшриктердің бастарында болған жаңағы кім Абдулла ибн Убай сияқты нелер Убай ибн Салул кешіресіздер сол әскерін алады да қайтадан артқа қарай қайтып кетеді. Неден осылар әскер кеткен кезде мүлдем сан азайып қалады. Яғни яқта олардың сандары өте қатты азайып қалады. Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен мына жаққа жылжып, Мадинадан былай келеді, мына тұрған тау. Мына тұрда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көріп тұрғаныңыздай 50 сахаба осы жерге тұруға бекітіп қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы жерге бекітеді, 50 садақшы тұрады. Бірақ жаңағы соғыс қызған сәтте кімдердің садақшылар түсе бастайды артқа қарай. Сол кезде мынау мүшриктер тарапынан келген кім Халид ибн Валид арт жағынан келіп мұсылмандарға қатты тойтарыс береді. Осы тойтарыс берген кезде мұсылмандарға қатты шығын болады. Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі жеңіліп жатқан кезде тудың үстін көріп тұрсыздар ғой. Осы жерде жеңіліп жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам денесі жарақаттанады, пайғамбарымыз саллаллаху қатты соққылады. Тіпті пайғамбарымыз өлді деген сияқты хабар тараған кезде көптеген адамдар соғыстан тастап кете бастайды. Бірақ Алла Тағаланың қалауымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің тірі екенін баяндайды. Сөйтіп мына жақта көріп тұрғандарыңыздай мынау Халид ибн Валид. Осы Халид ибн Валид мұсылмандардың әскерінің арт жағынан келіп тойтарыс береді. Кейіннен соғыс тоқтап Мадинаға пайғамбарымыздың қайтады. Сөйтіп пайғамбарымыз салсам тынығып күш алып алады. Сосын қайтадан кім кеше соғысқа шыққан болса, сол қайтадан шықсын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұйрық береді. Кейін қайтадан соғысқа шығатын кезде бірақ пайғамбар басқа бір әрекет істейді. Алла елшісі сол жақ қанаттауды оң жақта, оңынан солға ауыстырады. Сөйтіп Мекке мүшриктер бұлардың саны көп екен деп ойлап қалады да, бұлардың әскері саны таусылмайды екен, біз ойлағаннан көбірек екен деп, сөйтіп Меккедегі келген мүшриктер қайта артқа қарай қайта бастайды. Артқа қарай қайта бастайды. Осы соғыста жалпы мұсылмандардың шығыны 70 адам қайтыс болса да, бірақ мұсылмандар негізінен жеңілген жоқ. Өйткені байқасаңыздар, кімдер Меккелік мүшриктер Мадинаға кірген жоқ, ондай іс-әрекетке көшкен жоқ, бәлки қайтадан олар Меккеге қайтуға мәжбүр болады. Осы қысқаша ғана картинкасы. Әрбіріміздің өмірімізде қарыз, дерт, жанның мазасыздығы, тығырыққа әбден тірелу, шарасыздық секілді түрлі сынақ жағдайлар орын алары сөзсіз.
Өміріңізде аталған проблемалар азайып, берекесі артуын қаласаңыз, әр күн сайын пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам махаббатыңызды арттырып, ықыласты әрі тұрақты түрде салауат айтып жүріңіз. Бұл тұрғыда сіздерге халық арасында бестселлерге айналған Шамаил Мухаммадия және сырға толы салауат атты қос еңбегіміз керемет көмек болары анық. Қос кітапты қатар оқумен Аллах елшісіне деген махаббатыңыз еселеніп, рухани тұрғыда байи түсетін ерекше жан тыныштығын сезіне отырып, сүннетті сүйіп жасайтын жаңа деңгейге көтеріліңіз. Екі кітапты бірге алушыларға ерекше сый қарастырылған. Толығырақ білу үшін сілтемеге өтіңіз. Үлгі тұтар тұлғасын таппай жүрген қоғамға идеал адамды бірге насихаттайық. Жақсы, әдемі, керемет болды Нұржансыз. Бұл енді кім Зейнеп бинт Жахшпен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйлену арасында енді реттеп кететін болсақ, ұстаз, қорытылайтын болсақ, ең бірінші нәрсе, құрметті бауырлар, шариғи үкім ретінде біздің асырап алған бала, сіздің беліңізден шықпаған бала болатын болса, соны ешқашан сізге өзіңіз балаңыз сияқты болмайды. Соны шариғат бекіткен. Екінші нәрсе, Зейнеп анамыз бен Зейдтің арасында болған отбасылық мәселені шығатын қорытынды, шариғатымызда кафа деген ұғым бар, ол теңдік деген сөз. Бұл жерде теңдік жігіт, ер бала алатын қыз балаған жағдайы жоғары немесе сонымен бірдей болу керек. Егер одан төмен болатын болса, отбасылық өмірдің қиыншылығы артуы мүмкін. Бұл шариғаттың ескерген нәрсесі, және бізде ханафи мазхабында теңдік мәселесі қатты қарайтын нәрсенің бірі. Және осы жерде бір тағы бір кейбір дін дұшпандардың айтатын күмәні бар, сонда айтып кеткен дұрыс шығар Нұржан. Өткен жолда айттық, бірақ осы мәселені қозғаудан бұрын, яғни бұл жерде Зайд пен енді Зайнап анамыздың арасында теңдік мәселесі қалай шығып келді дегенді бір қысқаша түсіндіріп айтқанымыз дұрыс ау деймін. Жақсы. Енді көрермендер енді біз өзімізге түсінікті болған үшін айтып отырмық. Яғни қандай арасында бір-біріне тең келмейтін жері қай жерде деген мәселе. Біріншіден алатын болсақ, былай алып қарағанда арабтардың арасында ең беделді тайпа қайсы тайпа? Құрайш. Оны бүкіл арабтар не істеген? Білген и мойындаған. Яғни ашрафул араб хум Құрайш. Яғни ең беделді, ең шарапатты тайпа ол Құрайш. Ал жаңағы Зайнап анамыз қай жерден? Құрайштық қой. Құрайши, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның несінің, әпкесінің немесе тәтесінің қызы. Зату шарафин ва насаб. Яғни әрі абыройлы, әрі текті отбасының қызы. Ал кім болса, Зайд, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы азат еткен құлы, жаңа Зайд болса, ол басқа тайпадан. Ол да негізі басында құл болмаған, яғни оның отбасы құл емес. Бірақ құлдыққа түсіп қалған болады. Ол бірден көшкен емес пе? Жоқ, оны келген тайпадан, келген басқа тайпадан, яғни кейін әкесі бір шешесі келеді ғой, көкесімен келеді. Бірақ қайтпай қояды ғой. Пайғамбарымызды таңдайды, қалып қояды. Айтайын дегенім, бұл жерде Зайдтың өзі құл болмаған болса да, негізі тегі құл емес оның. Былай қарасаң, әкесі, оның ата-бабалары құл болмаған, бірақ құлдыққа түсіп қалған соғыстан кейін. Сөйтіп Меккеге келіп қалған болады ғой, Хадижа анамыздың қолына. Оны айттық. Айтайын дегенім, бұл жерде кімнің, Зайнап анамыздың тегі бәрібір кімнен? Кімнен? Жаңа Зайдтың тайпасынан жоғары болып тұр ғой. Яғни бұл жерде теңдік қай жерде, тең болмай қалған жер қай жерде деген сұрақ туындауы мүмкін да көрерменде. Демек, Зайнап бинт Жахштың тегі ол ең жоғары, былай алып қарағанда тектердің бірі болған. Ал Зайдтіке болса, ол басында құл болмаған болса да, бірақ төменде болған. Осы мәселеде кейін тағы бір мәселені қосу керек болады деп ойлаймын. Бұл жерде негізгі хикмет не десе, ғалымдарымыз айтады ғой, бұл жерде яғни Зайнап пен Зайдтың үйленуіндегі хикмет негізгі жаңағы асырап алған балаң ешқашан сенің өзіңнің туған балаңдай болмайды деген бір үкімді баяндау үшін неке болған дейді. Бірақ арада Зайнап пен Зайдтың арасында не болмаған? Махаббат болмаған ғой. Өзіңіз айттыңыз ғой. Зайнап не істейді? Көнбейді оған. Мен қалай үйленем оған дейді. Қалай оған тұрмысқа шығам дейді. Айтады ғой, кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, жоқ, сен осыған үйленсең дұрыс болатын еді деп тұрып үйлендіріп қояды. Айтайын деген бұл жердегі мәселе тағы өткен не деді, подкастта да айттық қой. Үйленген кезде ер адам тарапынан да, қыз тараптан да не болу керек, ортада ортақ симпатия болу керек. Өйткені ұнатпағаннан кейін әйел кісі, Зайдты білесіз ғой, пайғамбарымыз қасына келіп шағымдана береді. Ана дұрыс қарамай жатыр, тамақ пісірмейді деген сияқты, немесе дұрыс мәміле жасамайды. Енді ұнатпағаннан кейін ол не істемейді? Істемейді. Яғни кейін білесіз, ұнатпағаннан кейін адамның кішкентай бір қателігін, минусын, кемшілігін үлкен қылып көреді. Наоборот, ұнатсаң,
үлкен кемшілігін кішкентай қылып көресің немесе вообще көрмей қаласың ғой. Проблема сол жерде да. негізі бекболат ұстаз тарту керек еді. Өткенде ана тауда отырған кезде білесің ба, махаббаттың тарихымен бір салып келіп еді ғой. Негізі маған сол сөзбен қатты ұнаған болады. Жаман өтті маған уақыты. қайда сондай хуббука шай еді юғма юсиму деген. Соны сен білетін неден алған, по-моему, екеуің бір кітапта оқыған сияқты. Жоқ, арабтардың мәтелі ғой. Жоқ, ана кім айтады, ол кітапты айтқан кезде маған кімнің еді? Абу Фаттах Абу Ғудданың кітабы ма екен ей? Ана бір пайғамбардың хадисі бар ғой, пока толық жас көрмейінше сені толық имам еткен болсын. Сол жердегі нелер ғой, фавайд қой, алып келетінше. Махаббат жайлы айтқан. Жаман алып келеді маған вообще, короче, махаббат деген кім? Қашан махаббат? Махаббат, когда сен оған қарамастан оның мәмілесін, сен оған пайда тілейтін адам деп айналдырып алып келіп дадақ деп қойыңыз таңғалып қалғанмын мен. Шайқайлап сөйлейді ғой эмоция. Мен айтамын да сен просто коронный нең ғой, дайындап болған деген. Прям жақсы келді дейді. Пісіп тұрған ба? Иә ғой. Шақ. Осы Зейнеп анамызбен Зейттің арасында не болған жоқ қой? Симпатия болған жоқ. Иә, енді чисто бұл жерде жаңа үкімді баяндау үшін болды деп айтады негізді. Бірақ енді тағы бір үкімді шығарады ғалымдар. Бұл жерде талақтың халалдығы, яғни отбасыда егер бір-бірімен келіспей жатса, ол талақ ету деген нәрсе немесе ажырасу деген нәрсе, ол Алла Тағала рұқсат еткен Алланың нығметі дейді. Яғни қашан егер отбасы бірге ары қарай тату өмір сүре алмаса дейді. Бұл жердегі ең дұрыс шешім не болады? Ажырасу болады. Енді басқа дін өкілдерінде білесіздер ғой, бір үйленгеннен кейін ажырасу харам, яғни ажырасуға болмайды ол до конца. Ал біздің шариғатымызда талақтың өзі нығмет дейді да. Яғни қашан нығмет болады? Ол қашан отбасы бір-бірінің ақысына кіріп кететін болса, немесе бір-бірінің ақысын өтей алмайтындай дәрежеге, сондай состояниеға түсіп қалса отбасы. Ондай кезде ажырасу дұрыс болады. Өйткені Алла Тағала Құранда да айтады ғой: "Ва иятафаррақа юғнихимуллаху мин фадлихи", яғни егер олар ажырасатын болса уайымдамасын, екеуіне де Алла Тағала өзінің мейірімділігімен, фазлымен бір шешімді жолды береді дейді. Иә, бұл деген әрине ажырасу дұрыс деген емес, бірақ кейде сондай ситуациялар болады, сондай отбасылық жағдайлар болады, ол жерде ажырасудан басқа не болмайды, шешім болмайды. Ат-талақ марратан деп келеді ғой. Соңын имсаку бимаруф ау ихсан ау тасрихун ау бихсан. Яғни тасрих бихсан да. Дұрыс айтқан кезде де ихсанмен ажырасу. Өте орынды. Иә. Одан кейін мен айтпам, Ибн Жами айтады, талақтың машруъ болуы дейді. Ад-дарару юзал ережесінде дейді. Егер зиян болып тұрса, оны алыну керек деген ережеде. Сол ереженің негізінде дейді. Егер сенің біреумен біреу тұруы зиян тудырып жатса дейді, онда ол зиян алыну керек, никах алыну керек дейді. Сол уже ары қарай өмір біріне зиян беруге айланып кетсе. Иә, өте әдемі нәрсені айттыңыз Нұржан ұстаз, жаңағы аятта ше, ау тасрихун би ихсан, ажырасу мәселесінде ше, бізде осы нәрсені түсінбейді. Ажырасу керек па? Талақ болды, екі жақ, яғни жігіт жақта, қыз жақта бір-біріне дұшпан болып кетеді. Ажырасқанда не? Тасрихун би ихсан, бұл жерде татлиқун деген жоқ та, тасрих. Яғни не? Қойып жібер, бірақ немен? Көркен, иә, көркен. Бұл жерде жаңа үкімдері кеп шығады, жаңағыдай егер не аятта да баяндалады ғой. Мәһр мәселесі, егер мадхула бихи болса, толық қайтарама, жартысын қайтарама деген. Яғни жалпылама алғанда екі тарапта да не болу керек? Екі тарапта көркем түрде болу керек та. Анау не бар ғой? Мута деген бар екен ғой. Мута деген бірнеше жерде қолданылады ғой. Соның ішінде мута деген кезде сияп бар ғой, саубали заужати. Ажырасқан кезде мустахаб болатын мута. Әйелге үш киім беру мәселесінде да. Сол кезде мустахаб дейді. Яғни әйелге талақ бердің ба, мустахаб саған оған киім алып беру дейді да. Неге деген кезде анау келген басына қиындықтан оны шүберек нетеді екен ғой негізі. Басам екен. Сөйтіп ғалымдардың сол прям сол литтахфифи, яғни литтахфифи ма хия уптилият деген сияқты, уптилият. Ана басына түскен бәләнің тахфифи прям илласы сөйтіп ғалымдар келтіреді да. Сондықтан әйел адамдардың сауда жасағысы келіп, шығып бірдесе нәрсе жүр саудап жасап қайтайық деген нәрсесі. Бұл негізі сол ислам ғалымдарының бұрыннан айтып қойған хикметі да негізі. Үш киім беру керек ол әйелге деп ше. Мустахаб. Талақ берме, мустахаб саған просто беру. Үш киім беру деген. Химар, дайрық, сосын милхафа деген. Иә, тура сол. Субханалла, керемет. Бұл енді Алла сәті салса алдағы уақытта айтатын шығармыз. Шариғатымызда бір әйелмен үйленіп, сосын бір ажырасатын болса,
сол не қосылмаған болатын болса және махр айтылмаған болса мутқа деген ұғым бар. Ол жаңағы әйел кісіге берілетін 3 киім. Үлкен киім, басына орамал, жаңағы тағы да киетін жабық киім, осыны біз шариғатта мутқа деп атайды. Олай болса, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осы Зейнеп пен және Зейдтің арасындағы отбасылық құрылып, кейін ажырасу, бұл шариғи мәселе. Жаңа Нұрсұлтан ұстаз баяндағандай көптеген шариғаттың ұлы мақсаттары көзделген. Соның бірнешеуін баяндап өттік. Және бір Құдай тағаланың хикметі деймін да, Нұржан ұстаз, өзі Зейдтің бір несі басына түскен сынағына бір жұбаныш ретінде Алла тағала қасиет Құранда ашық, бірақ сахабаның атын айтқан ғой негізінде. Одан басқа ешқандай сахабаның аты ашық айтылмайды. Тіпті Абу Бәкір Сыдықтың да аты жаннама айтылғанымен, бірақ ашық Абу Бәкір деп айтылмайды. Ашық айтылатын адам ол тек қана Зейд. Өйткені басына көрген мұсибаты ауыр болған. Және біз жаңа айтқан болатынбыз, кейбір адамдар әлеуметтік желіде сөздер тарап жүр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тіл тигізетін кейбір кісілер бар, өкінішке орай. Сол кісілердің айтатын сөз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің асыраған баласы Зейдтің әдейі әйелін тартып алды деген сияқты сөз айтатын кісілер бар, өкінішке орай. Бұл кейбір исраилият тәпсірден кірген түсініктеме бар. Аят бар жаңағы тухфи фи нафсик ма Аллаху мубдик деген. Ей Мұхаммед, сен көңілінде жасырасың, Алла тағала ашық қылған дүниені деп. Осы жерде кейбір адамдар бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Зейнеп анамызға ғашық болды, жақсы көрді, сосын өзі қалай да болсын Зейдтен ажыратудың жолын іздеді деген сияқты бір қате түсінік айтып жүр. Бұны кейбір кісі көрген шығарсыздар. Сол үшін айтып келетін дүние, құрметті бауырлар, әлбетте олай болған емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа көкірегінде жасырған деген нәрсе ол болашақта Зейд пен Зейнептің ажырасатынын айтқан. Өйткені қайтадан ажырасып, соған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің асыраған баласы Зейнепқа үйленетіндігін, көкірегін ұстағандығын ғалымдар жеткізеді. Және Айша анамыз айтқан сөзі бар: егер Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз Құраннан бір нәрсе жасыратын болса, онда осы аят жасыратын еді деген. Өйткені осы аят ең ауыр тиген аяттардың бірі. Және осыған сондай бар да, ұстаз кейбір ғалымдардың жауап берген екен да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі емес пе дейді, кімді? Зейнеп пен Зейд үйлендірген дейді. Егер ол жақсы көретін болса, онда мүмкіндік бар еді ғой өзі алуға дейді. Кез келген мұсылман әйел пайғамбардың жұбайы болуға асады ғой негізінде. Сосын екінші хикметтердің бірі, Зейнеп анамыз Зейдқа үйленбей тұрып бекір, яғни тұрмыста болған әйел болғанда бұрынға дейін. Бірінші күйеуі кім болған? Зейд болған. Жалпы еркек адамның табиғаты ол бұрын тұрмысқа шыққан әйелге қарағанда тұрмысқа шыққан әйелдерді жақсы көреді. Сол пайғамбарымыз егер жақсы көретін болса, сол кезде өзіне алатын еді. Сол себепті біз білуіміз керек, пайғамбар мен Зейнептің үйленуі бұл шариғи үкім болған. Және Зейнеп анамыз айтатын сөзі бар ғой, әйелдер жинақталып талқылайды ғой, мен артық, мен өйткені андай, мен андайым деп ерекше мақтанады ғой әрқайсысы. Сонда Зейнеп анамыз айтқан сөз бар ғой, сендерді нелерің үйлендірді, әкелерің, шешелерің, ағаларың үйлендірді, а мені болса Раббым 7 қабат аспан үстінде үйлендірді деп. Сол үшін бұл жерде үйлендірді деп мақсат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен Зейнеп анамыздың үйленетіндігі қасиетті Құранда бекітілгендігін айтқысы келген. Әлбетте бұдан не шықпайды ұстаз, Алла тағала 7 қабат аспан үстінде үйлендірді деп. Алла тағала мекен деген сөз емес қой. Бұл жерде мекен деген сөз емес, бәлки бұл жердегі 7 қабат аспан деген мақсат, құрметті бауырлар, Құран кәрімде Зейнеп анамыз бен пайғамбардың үйленетіндігі ашық, анық айқындалған. Енді егер рұқсат болса, келесі анамыз жайлы өтетін болсақ, жаңа шубхаға да бір жаңа пайғамбарымызға айтылатын сын бар ғой, яғни Зейнепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай ғашық болып қалды десе, сол риуаятта алып келеді. Просто сол риуаятта да бір қысқаша айтып, дұрыс емес деген баяндап кетейік дегенбіз ғой. Өйткені бір күн пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің жаңағы несі азат еткен құлы, бұрын ұлым деп өзінің ұлы секілді қараған Зайд бар ғой, үйіне барады. Үйіне барса Зайд болмайды. Сөйтіп жаңағы кім Зайнап не кір жуып жатқан бола ма, кейін оны көріп қалады да, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны көріп ғашық болып қалады дейді. Бұл ақылға да қонымсыз нәрсе де. Қалай? Біріншіден Зайнап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның не тәтесінің қызы. Оны бірінші рет бір көріп ғашық болып қалатындай дәрежеде емес. Көрген, көріп жүрген оны, яғни мысалға көрмей жүріп бір көріп қалып ғашық болып қалды десек, бұл біріншіден ақылға да дұрыс келмейді. Екіншіден бағлан ұстаз айтқандай, пайғамбарымыздың өзі бұйырып оны некелеп берген де Зайдқа. Ал егер ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынымен де ол кісіні ұнататын болса, одан бұрын некелеп бермей өзі ақ үйленіп алу керек еді ғой. Кейін үшіншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Зайд бірнеше рет келген.
Алланың елшісі отбасымыз болмай жатыр, ажырасам дейді. Пайғамбар қой, ажыраспа дейді. Бірнеше рет келеді. Зайд қоймайды ғой. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шынымен де Зайнапта несі болса, көңілі болатын болса, не істейтін еді? Айтатын еді, бұл талағын бере сал дейтін еді. Талағын бере сал деп айтатын еді. Былай алып қарағанда, бұл тарихи тұрғыдан алып қарасаң да, логикалық тұрғыдан алып қарасаң да, ол қисынға келмейтін мәселе да. Яғни пайғамбарымыз өзінің жаңағы баласының, былай асырап алған баласының, яғни келінін алып қою үшін әрекет жасады деген да. Осыны айтайын деген ғой, қысқаша. Осы үш нәрсемен бұл логикаға да, тарихқа да дұрыс келмейтін мәселе да негізі. Келесі София ғой негізі. София анамыз. Бұл енді София анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұбайларының бірі. Жалпы София анамыз ұлты яхуди кісі болған. Және бұл кісі жаңа Жуайрия анамыз сияқты Хайбар соғысынан кейін күндікке түскен әйелдердің бірі. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам егер басында айтқан 4 бөлік бойынша қарайтын болсақ, Алла елшісінің София анамызға үйленуі бұл негізінде саяси мақсаттар үйленген бір. Соны өзіңіз баяндап өтсеңіздерге. Негізі бұл София бинт Хуяй ибн Ахтаб, Бану Надир деген тайпадан. Біз білеміз, Мединада негізі еврейлердің 3 тайпасы болған ғой. Бану Надир деген тайпа, сосын Қайнуқа, сосын Құрайза. Осы 3 отбасы дейміз ба, 3 тайпа болған. Бір-бірімен ерекіскен тоже да? Еврейлерге орыннан соға. Ауыспен Хазраж жоқ, екеуі басшысы емес па? Ана бір алысты нетіп отырды да, мынау Хазражға басшы болды, мыналарды мынау қолдады. Құранда да анау Хашрда да келеді ғой. Олардың барлығын сен бір деп ойлайсың, ва қулубухум шатта ғой. Олардың барлығын сен бір деп ойлайсың, бірақ іштей қарасаң бір-бірін жеп қоюға, бір-бірін жойып жіберуге үнемі дайын тұрады. Енді бұл кісінің жалпылама Софияның оқиғасын айтатын болсақ, бұны жаңасы өзіңіз айтыңыз ғой, саяси мақсатта деп. Неге десеңіз, өйткені Софияның әкесі тоже Бану Надир тайпасын, яғни Надир деген тайпаның көсемі болады. Хуяй ибн Ахтаб деген. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қарсы мүшриктермен, тағы да басқа дұшпандармен келісіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өлтіруге не істейді? План құрады. Немесе әрекет жасайды. Жаңағы нелерді бірлестіреді. Былай қарағанда барлық дұшпандарды бірлестіріп кімге? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, яғни мұсылмандарға қарсы жинауға әрекет жасайды. Яғни арада соғыс болып кетеді. Сөйтіп кім? Хуяй ибн Ахтаб қайтыс болады. Қайтыс болғаннан кейін кім қалады? София анамыз. Негізі София анамыз тоже күндікке түседі. Күндікке түскеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасына келеді. Айтады: Алланың елшісі, көріп тұрсыз, мен кімнің бір көсемнің қызымын, жай адам емеспін, мен күн бола алмаймын. Сол себепті маған, мен тоже мукатабада жасадым, маған көмектесіңіз дейді. Сол кезде жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады да: ихтари дейді, яғни таңда дейді. Қаласаң, айтады, қаласаң исламды таңда дейді. Қаласаң дейді, өзіңнің дініңді таңда дейді. Бірақ исламды таңдасаң дейді, өзіме мен алып қалам дейді. Яғни өзіме алып қалам дегені, саған үйленуді ұсынам дейді. Егер сен өзіңнің дініңде яһудиялықта қалуды қаласаң, жарайды, өзіңнің немен, тайпаңмен қала бересің дейді. Сол кезде жаңағы София анамыз айтады: мен сізді таңдаймын дейді. Енді осы жерде Софияның таңдауына себеп бұл пайғамбарымыздың айтқан сөзі емес, одан бұрын болған бір оқиға. Түсінде көре ме? Иә. Негізі София көсемнің қызы. Былай қарағанда тайпаның ақсақал дейді ме, қалай айтады бізде? Саййиду қауми. Көсемі ғой, сол көсемінің қызы негізі. Ол айтады: негізі мен өзімнің ибн амми дейді, өзімнің көкемнің баласына тұрмысқа шыққан болам дейді. Негізі күйеуім сол болады. Бір күн дейді, түс көрдім дейді. Түсімде ай менің хижрыма дейді ғой, менің үстіме түсіпті дейді да. Неме? Көкірек ме? Көкірек дейді ма? Хижр бар ғой былай. Яғни ай келіп мен қасыма келіп түсті дейді да. Сөйтіп тұрғаннан кейін мен күйеуіме айттым дейді: мен что-то түсімде осындай бір айды көрдім де, ай келіп маған қасыма келді, маған жақындады дегенде не істейді? Ататаманнайни маликал араб, яғни арабтардың патшасын сен армандап тұрсың ба? Яғни Мұхаммедті сен қалап тұрсың ба дейді да, тарт жібереді бетінен. Ұрған кезде не болады? Бетіне
шырам түсіп қалады. Сол үйленген кезде пайғамбарымыз сұрайды, мынау ненікі дейді да, сызық, шырам ненікі деген кезде осы оқиғаны айтып береді негізі. Негізі мен сізді таңдауыма себеп дейді, бұл қазірден болып тұрған оқиға емес дейді да. Бұл бұрын, бұл Алланың негізі менің тағдырыма, маңдайыма жазған нәрсе екенін білетін едім дейді. Бұрын ке абьюзер болған екен. Бұрын ке абьюзер болған екен. Жоқ, бұдан бұрын, яғни пайғамбарымызды түсінде көретіндей, одан бұрын тағы бір жағдай болған. Одан бұрынғы жағдай қалай болады? София анамыз айтады, негізі мен сіздің пайғамбар екеніңізді білгем дейді. Қалай дейді? Өйткені дейді, мен әкемнің нелердің перзенттерінің арасында әкеме ең сүйіктісі мен едім дейді. Сонымен қоса көкем тоже мені өзінің балдарынан артық жақсы көретін дейді. Демек, әкем мен көкем мені өте қатты жақсы көретін басқа балдарына қарағанда, перзенттеріне қарағанда дейді. Үйге келсем міндетті түрде мені құшақтап, бетінен сүйіп, маған не? Бір жаңағыдай сыйлық алып келетін дейді. Менің айтқанымды не? Бұлжытпай орындайтын. Бұлжытпай орындайтын дейді. Үнемі. Короче, еркесі болған ғой. Көкесі мен қазақша мен жақтау. Сөйтіп не сөздер бар ма? Кейін айтады, бір күн дейді, үйде отқан едім дейді. Үйден кірген кезде қызым деп первый очередь кімді? Сол Софияны іздейді екен да. Көкесі келсе де, әкесі келсе де. Кейін құшақтап, бетін сүйіп, соны қуантуға әрекет жасайды екен. Бір күн дейді, келді көкеммен әкем кіріп келді есіктен дейді. Бірақ екеуінде настроениясы жоқ дейді. Маған қарағанда жоқ, мені шақырғанда жоқ дейді. Мен біртүрлі болып қалдым, мен күтіп тұрмын дейді. Есікті ашты, кірді. Ең бірінші мені шақыру керек еді. Бетінен сүйіп, маған ең болмағанда бірдеңе беру керек. Кірді де екеуі де без настроения кіріп келді де бір шетке барып отырды дейді. Ахуа дейді. Ол сол ма деп сұрады дейді. Иә деп айтқан. Ахуа деген сені мәселе пайғамбарымыз Забурия жоқ, пайғамбарымыз Файзахуа Ияхумет Кисайма, Касалима. Файзахуа болса Файзахуа Ияхума. Ахуа дейді. Бұл қашан болған оқиға? Пайғамбарымыз Мединаға ең алғаш келген уақыттағы оқиға. Пайғамбарымызды көретті. Өйткені білесіздер, пайғамбарымыз Мединаға кіріп келген кезде бүкіл еврейлер жиналып пайғамбарымызды күтеді, көреді. Жаңа өйткені олардың кітаптарындағы айтылған сипаттарға сай ма, сай емес пе деп. Ана көретті, кейін үйіне келеді, айтады, ахуа, сол ма анау дейді. Көкесі кімге? Әкесіне айтып жатыр, Софияны. Иә дейді. Не деп ойлайсың дейді, не істейміз дейді. Ол жайлы сен қандай ойдасың дейді да, Мұхаммед жайлы дегенде. Адаватуху ма бақиту валлахи дейді. Адаватуху ма бақиту валлахи. Яғни өле-өлгенше оны мен жек көрем дейді. Мұхаммед дұшпан, яғни жек көрем оны дейді. Бірақ олар білді дейді. Яғни көріп тұрсыз ба, София уже біліп тұр да пайғамбардың пайғамбар екенін. Өйткені әкесі мен кімі? Бауыр біліп тұр. Көкесі біліп тұр уже. Демек, ол София анамыз айтады, өйткені мен сіздің неңізді, пайғамбарлығыңызды, ол сіз Мединаға ең алғаш келген кезіңізде әкем мен көкемнің несі растауымен біліп болғам деген бір мағынада айтады. Яғни айтайын дегенім, бұл жерде ойлап қалуы мүмкін да адамдар, яғни пайғамбар деген, бұл Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар деген барады дегенде бір тайпаның көсемін өлтіріп тастайды дегенде қыздардың немесе әйелдердің некелеп ала береді деген бір жаман ой келмесін деп жатырмын да. Жаңа Жуайрияда да солай болады. Негізі пайғамбарымыз таңдау береді. Қаласаң, мен саған жақсырақ бір ұсынысты айтайын, мен сенің жаңағы мукатаба, яғни ақшаңды, қарызыңды төлеп берейін де үйленейін дейді. Қаласаң төлеп берейік дейді. Жоқ, жарайды, мен сізге тұрмысқа шығуға разы болам деп айтады. Кімде де дәл солай болады. Софияда да. София анамыз айтады, жоқ, мен исламды таңдаймын дейді. Кейін болған оқиғалардың барлығын, жаңа айтқан оқиғаларды айтып береді ғой. Жаңағы айдың көкірегіне түсуі, сосын әкесінің мен көкесінің жаңа пайғамбардың шын пайғамбар екенін растауы бар ғой. Солардың барлығы бұл София анамыздың өзінің қалауымен тұрмысқа шыққандығының бір белгісі. И пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да ашық өзі айтқан, қаласаң исламды таңда, қаласаң өзіңнің қауымыңда қала бер дейді негізі. И Айша анамыз айтады ғой, мен осы София шалық әдемі қызды көрмедім, осы София шалық басқа әйелдерінен пайғамбарымыз қызғанған емеспін дейді. Кімде? София анамызда тектілікпен жамал дейді ғой, әдемілік жиналған әйелдердің бірі болған ғой. Ана оқиғада сол емес пе негізі? Пайғамбарымыз салсам София анамызға барып жаңа бал мен салқын су қосылған ішіп жүрген кезде Хафса мен Айшамыз келісіп еді ғой. Енді пайғамбарымыз келетін болса айтайық, аузынан жағымсыз иіс шығып тұр деп.
негізі Тахрим сүресінде. негізі Хафсаға кіріп шығып жүрмей ма? жоқ Хафса мен Айшаға Бірге олар Айша бірге. бірге де екен. Мен Бірақ бұл негізі оқиғаны- Хафса одан бұрын негізі конечно, мен саған мынандай айтып берейін. Жігіттер енді Мен уақытын десеңші. тұрып кетіп қалай ма бәке деп айтпағым мен мынандай естідім да, пайғамбарымызға бал келеді ғой, Иә. соны Хафсаға салып қояды. Соны Хафсаға айтады да, енді бәрі бері жүріп жатқанда мен кіріп отырамын, жеп отырамын деп. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ары бері кіріп жүрген кезде уже әйелдер нете бастайды да, ну как это так, уже қайта кіріп деп. Содан кейін тұрады да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні в общем шығады, Хафса жоқ болып қалады. Иә. Енді өзінің әке шешесіне кетіп қалады да. Иә. Сол пайғамбарымыз кіреді, кірген кезде ана кім? Мария. Мария қыпты емеді. Иә. Соны көріп қалды, білесің бе хадисті пайғамбар сол келген кезде. Сол по-моему сол кезде ана асылға жиі кіріп жүрген кезде пайғамбар сол Хафсаға кіреді. Кірген кезде сол Мария қыпты емен етіп қалады. Содан кейін Хафса келеді, Хафсаты келіп ұстап алады. Соны ұстап алған кезде ашуланады, неге бүйтесің? Пайғамбар сол айтады дейді, сен Айшаға айтпа деп ше. Содан кейін Хафса тұрып айтпа Айшаға деп пайғамбар айтады ғой. Хафса үйге кіріп, екеуі Айша мен стенаны, екеуі бір стена білесің бе, андай терезесі бар ортасында. Хафса стенадан ұрып тың, Айша, пайғамбар сразу айтып тағы көрші. Содан кейін пайғамбар сасым ғана тұрады да нетпей қойды, сөйлеспей ештеңе нетпей қойды. Бәріне в общем талақ бермейді, бірақ андай Шажи. полный андай сөйлеспей қойды. Бірақ кейін Құранның айтады ғой, лема тухарриму қалады. Лема тухарриму ма ахалаллаху Иә, лака иә, табтағи солай айтады. мардата Азғаш. завзадики. Әдемі. Олай болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен Сафия анамыздың шаңырақ көтерген негізгі хикметтерінің бірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір ғалымдар айту бойынша мүмкін жалпы алла ерсі яһудтардың да дінге кіруін қатты қалаған ғой негізінде. Айтады ғой тіпті ана қыбла мәселесінде де ше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи харамға емес Байтул Мақдисқа намаз оқу себептері сендердің пайғамбар Мұса екен бір қыбла қараймыз, біз біріміз деп шақырғысы келген дейді. Бірақ сонда олар қоймаған соң жаңағы үкім ауысқан деп. Тура сол сияқты. Өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам негізі Мединаға келген кезде ең өзіне жақын алғандары ахли китаптар жақын алады ғой. Арабтардың несінде жазиратул арабта ахли китаптардан тек қана кімдер? Негізі в основном еврейлер болады Мединада. Өйткені еврейлер негізі былай алып қарасаңыз, тарихи тұрғыдан, хронологиялық тұрғыдан алатын болсаңыз, мынау Медина еврейлердің тұратын жері емес негізі. Ол Шам жерлері. Негізі мынау Сирия, қазіргі Фаластин, сол Байтул Мақдис, Мысырдың жаңа Сайна, сол жақтарында негізі олардың тұратын жері. Бірақ не үшін келіп қалды ана неге Мединаға? Өйткені олардың кітаптарында негізі екі қара тастың арасында қормалары бар жерде пайғамбар көшіп келеді сол жерге. Сол жерде оның мемлекеті орнығады. Сол жерде ол жеңіске жетеді деген олардың кітабында ақпарат бар да. Солардың бірі біз болып қаламыз, немесе олар үйреніп қалды ғой. Неге үйреніп қалды? Барлық пайғамбарлар Бану Исраилдан шығуына үйреніп қалған. Демек, бізден пайғамбар шығу үшін біз не істеуіміз керек? Сол жерге барып алуымыз керек деген ғой. Сол жерге көшіп келген дейді. Былай тарихтан алып қарасаңыз, негізі еврейлердің ол жерге барып қалуының себебі негізі сол болған дейді да. Кейін жаңа айтайын дегенім баланстаз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мединаға ең алғаш келгенде ең өзін жақын алатын нелер болған, ахли китаптар, яғни яһудтар болған ғой. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істейтін болған, яһудтар сияқты шашын тарауына дейін соларға жақынырақ болайын. Неге? Өйткені сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезеңінде ақиқатқа ең жақындау тайпа ол христиандар мен яһудтар болған ғой. Соларға жақынырақ болайын, мүшриктерге ұқсап прическа дейміз ғой. Сонда тіпті кімге? Яһудтарға сай тарап жүрген дейді. Яуму Ашура күні, ораза ұстау күнінде айтылады ғой. Негізі біз нахну ахаққу би Муса дейді. Біз оларға қарағанда кімнен? Ашура еді? Ашура. Мусаға қарағанда біз оларға жақынырақпыз деп. Айтайын дегенім, ахли китаптарға, яғни яһудтарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да ерекше көңіл болғаны бұл тарихи факт та негізі бар. Әдемі. Бірақ олар кейін өз сөз бермей кетті болса. Әдемі. Бірақ мен айтайын деген осы жерде бір маңызды мәселені айтайын деп тұрмын да. Құранда да, пайғамбарымыздың сирасында да қарасаңыздар, ең андай қауым болады ғой, бір
жақсылық жақпайтын қауым бар ғой, яһудтар екенін көруге болады да. Құранда да Алла тағала қаншама жақсылығын, нығметтерін берсе де не дейді, мойындамады ғой. Сонда да Алла тағала не істейді? Я ахлал китаб дейді. Негізі Алла тағала оларды қирада ва ханазирға айналдырып жіберген, маймыл мен шошқаға айналдырып жіберген бір тайпасын. Сондай дәрежеде, сондай нәрсеге, сондай нәрсеге лайықты адамдар да, сондай төмен адамдар. Бірақ сондай болса да Алла тағала не істеген? Я ахлал китаб, я ахлал китаб, яғни ва китаб иелері деп оларды нетіп келген да. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сирасына да қарасаңыз, қаншама яһудтарға не өзін жақын оларды өзіне жақын тартқысы келіп қаншама жақсылық жасады, бірақ сонда да ең пайғамбарымызға көп дұшпандық жасаған, ең пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды сиқырлаған білесіздер, кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қастандық жасаймыз деп төбесінен тасты лақтырып өлтіріп жібереміз деген, жаңа ахзабта да бүкіл мүшриктерді жинап келгендер барлығы кімдер? Яһудтар ғой. Қаталахумуллах. Олай болса, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен Сафия анамыздың үйленуі өте көптеген ғибраттар бар. Соның бір себептері саяси жағдай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы әрекет арқылы яһудтардың құда болған және олардың да исламды қабылдауға деген бір үлкен әрекеттер болады деген үміт болған. Және бұл да тарихта шынымен кейбір яһуди тайпаларының кейбір өкілдері, тіпті кейбір нелері равин дейді, солардың ахбарларының өзінің исламды қабылдаған жайлы оқулар кездеседі. Тіпті білесің, кім? Абдулла ибн Салам. Абдулла ибн Салам исламды қабылдайды. Сөз Омар сұрайды ғой. Алла тағала қасиет Құранда яғрифунаху кама яғрифуна абнаахум деп, яғни яһудтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өздерінің балаларын таныған сияқты таниды деп. Сен қалай танисың деген айтады ғой. Біз пайғамбарға ешқандай күмәніміз жоқ еді. Біздің әйеліміз мүмкін қиянат істеп бізге басқадан бала тауып келуі мүмкін дейді. Оған күмәндануымыз мүмкін, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынайы пайғамбарға ешқандай күмән жоқ деп, олар пайғамбарымыз шын екенін білген және ақиқат дегенде қабыл еткен яһудилер де болған. Сол себепті яһудидің бәрі діннен бет бұрды деп айта алмаймыз. Кейбір өкілдер қабылдаған пайғамбарымыздың жұбайы, құрметті бауырлар, яһуди болғанда ұмытпаған жөн шығар. Олай болса, келесі пайғамбардың жұбайы бірі? Келесі бізде Рамла бинт Аби Суфиян, Хабиба. Хабиба анамыз Рамла бинт Аби Суфиян. Енді қысқаша айтып отырсам, қызық деймін да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең үлкен дұшпандардың бірі, енді Мекке фатх еткенге дейін көп зиян берген ол Абу Суфиян ибн Харб. Абу Суфиян. Сол Абу Суфияның несі, қызы Рамла деген қыз болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дауатын қабыл етеді. Сосын Алла елшісі бірінші Эфиопия қоныс аударады ғой. Сол қоныс аударған адамдардың қатарында да осы Рамла жаңағы күйеу болады. Күйеуінің аты бізде Абдулла ибн Жахш. Сөйтіп олар неге қоныс аударады Эфиопияға. Бірақ енді хабарлары келгенде Абдулла ибн Жахш неге барғаннан кейін, Эфиопия барғаннан кейін христиандан қалдырып кетті деген риуаят бар. Және ол кісі кімге, Хабиба анамызға ультиматум қояды, сен де христиандан қабыл ет деп. Және сол Абдулла ибн Жахш қатты ішімдік салынып кетеді дейді. Сол жерде қатты ішімдікке салынып арақ ішіп кетеді. Кейіннен барып Салама анамыз қатты бір таңдаудың арасында қалады да. Не исламнан бет бұрып күйеуінің діні христианға кіру керек, ол қиын. Және қайтадан Меккеге қайту керек. Меккеге қайтатын болса, мүшриктердің басшысы әкесі Абу Суфиян. Осындай екі таңдау, қиын таңдау тұрған кезде Салама, кешіресіздер, Хабиба анамыз үлкен таңдау істеп, ол кісі ислам дініне қабылдаймын деп бекем болады. Не күйеуін ерік етпейді, не қайтадан Меккеге қайтпайды. Сол жерде дінін бекем ұстап, сол жерде қалады. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға осы кісінің оқиғасы жеткеннен кейін Алла елшісі таукил немесе уәкіл арқылы Хабиба анамызға үйленеді. Және біле білсеңіздер, осы келісімге Нәжашидің өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам атынан келіп махрын табыстайды. Риуаяттар келгенде 400 дирхамға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұсынады. Сөйтіп анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұбайы болуға келіседі. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұзақ уақытқа дейін Меккеде болады, кейіннен барып Мадинада болады. Сол жерде Хабиба анамыз Эфиопияда болады. Хабарлар келгенде осы Ахзаб соғысынан кейін Хабиба анамыз Мадинаға келеді. Сонда жауабын Эфиопияға кетеді. Пайғамбарымыз неден Меккеден Мадинаға қоныс аударады. Сол жобамен 8 жылдай ма Хабиба анамыз бен пайғамбарымыз бірін көріспейді. Кейіннен барып
Мадина қоныс аударған соң барып Ақсап соғысынан кейін барып Уму Хабиба анамыз осы неге келеді ғой Мадинаға. Негізі осы жерде бір оқиғаны сирада ғалымдар айтады. Білесіздер, Абу Суфиян енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақиқатты екенін білген негізі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тура жолда екенін білген, бірақ андай не жібермейді да ода. Қалай айтсақ, хамия дейміз ғой. Хамия дегеніміз қалай былай айтқанда? Есім қауымна деген. Жоқ, ұлтшылдық дейміз ба, андай бір ұлтшылдық десек бір дұрыс түсінбей қалатын шығар. Андай ата бабаларымыздың дінінен қалай қайтамыз біз деген сияқты нәрсе ғой. Мен кім деп айтады екен адамдар. Мен ата бабасының дінінен, Абу Талибте де солай болады ғой. Ата бабасының дінінен қайтып кетті деген әңгіме болмасын деп. Айтайын дегенім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімге үйленген кезде, Уму Хабибаға үйленген кезде бұл хабар енді кімге жетеді ғой? Абу Суфиянға. Абу Суфиянға жеткенде Абу Суфиянның керемет бір сөзі бар да. Ва фахлун ла юждау анфух дейді. Фахл дегеніміз ол айғыр ғой. Ла юждау анфу, яғни бетін қайтармау, баланың бетін қайтарма дейді ғой. Сосын ла юждау анфу, мұрны кесілмейтін, яғни мұрын бетіне ұрылмайтын айғыр дейді. Яғни айтқан, оны істеген болса, оныкі дұрыс деген ғой. Яғни оның пікірін, райын қайтаруға болмайды деген ғой. Яғни ойлаңыз, сол кезде Абу Суфиян пайғамбарымызға дұшпаншылықтың пигіне шығып тұрған кезең ғой негізі. Сол кезеңнің өзінде пайғамбарымыз қызына үйленген естіген кезде не дейді? Ол нағыз айғыр. Алған болса лайықты соған дейді ғой. Яғни Абу Суфиянның өзінің мойындауы да бұл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қандай сондай нәрсеге лайықты екендігін да. Аллах алам. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, нұржан ұстаз, жаңағы Уму Хабиба анамыз алатын өмірінен ғибраттан бірі ғой. Дін үшін берік болғанын айтамын да. Меккеге қайтып кеткен жоқ та, әкесінің пана іздеп. Күйеуіне еріп кеткен жоқ. Қанша ұзақ жыл болса да сонымен бірге болды. Осы жерден мүмкін фиқ жағынан пайдаланатын нәрсенің бірі, адам егер үйленетін кезде, тұрмысқа шығатын кезде уәкіл арқылы үйлену мәселесі. Егер бұл жер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кәдімгідей өзінің іс-әрекетін дәлелдеді ғой, адам үйленетін болса, ортаға біреу жіберу арқылы үйленуге болады. Осыны қалай байланысақ болады фиқ бойынша? Уәкілә дегеніміз, сен біреуге келсеңмен, айтасың, сен маған кімді үйлендіресің, соған мен үйленемін деп ше, өкілеттік беріледі да. Сөйтіп ана өкілеттік барып біреудің атынан қия береді. Негізі өкілә бар. Бірақ енді өкіләнің негізі шарттары бар никахқа қатысты. Және бұл өкілә кейде немен бекітіледі? Кейде өкіл емес, кейде расул ретінде. Біз енді өкіл мен расул шатастырамыз негізі. Кейде уәкил болады да, кейде расул болады. Расул болатын болса, болмаса просто мұхбир болуы мүмкін бұл жерде. Хабар беруші. Осылардың бәрінің үкімдері әртүрлі. Уәкил болатын болса, екеуінің арасында не дейді ғой, худуран, яғни бір сол жерде бола тұра келісім беру керек та негізі. Андай мысалы өкілеттік бердім, ана алдым деген сияқты. Расул болатын болса, ананың өзінің сөзі есептелінеді. Мен жібердім де, айтшы, мен ананы үйленемін деп жатырмын. Расул болатын болса, оның анамның сөзі болып есептелінеді да. Ал мұхбир болатын болса, біреу келіп айтады, анау саған үйлем деп айтты дей салады болды да. Содан анау тұрады да, бұл жерде уже куәгерлер керек, шахидан керек та осы жерде. То есть жалпы ол шариғатта бар, ол нетілген, ол қағазбен де рисаламен де үйленуге болады деген. Просто ашатын кезде ана куәгерлер болу керек, то что ол қабул болды ма, болмады ма деген сияқты. Мысалы хатпен келетін болса, хатты ашып, оқып, қабилді деп айтатындай ше. Енді осы жерде не мәселені қозғап кетсек ше, Нұржан ұстаз, жалпылама қазіргі интернет арқылы үйлену офлайндар бар, онлайн неке қидыру. Негізі енді біз неге қияс қылатын болсаңыздар, рисала мәселесіне қияс қылатын болсаңыздар, негізі қияспен болады жайыз бірақ. Бірақ енді қазір хида атымыз ғой, қазір заман хида заманы ғой, негізі қазір чат GPT деген шығып жатыр, сен түсінбейсің кіммен сөйлесіп жатқаныңды, қандай сөйлесіп жатқаныңды. Бұл жерде еще хияру деген нәрсе жоқ. Жоқ, андай видеомен көрісіп сөйлессе ше, зум сияқты. Видеомен қазір чат GPT-мен звондап отырып біреудің түріне кіріп тұр. Солай болып отыр ма қазір? Бәрі сөйтіп алдап отқан жоқ қой қазір мошенниктер. Сенің туысқаның болып саған звондайды түрмен. Алла. Сен түсінбей қаласың, дауысымен де несімен де. Сондықтан да бұл сондай нәрсе интишар болғаннан кейін бәлкім бұл саду зарай деген бізде жоқ, конечно. Бірақ енді бәлкім соның алдын алу мақсатында екен, ондай негізі дұрыс қылмаған дұрыс шығар. Сақтық ретінде. Сақтық ретінде. Аллаху а'лам. Бірақ енді сонда бір қандай да бір машаққа келетін болса, міндетті түрде исқатул хукм келеді ғой негізі. Сол сияқты.
осы жерде тағы бір қосылатын нәрсенің бірі кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам нәжашидің арасында байланыс бар ғой сіздерші нәжаши екеуі жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху уәкіл болып жаңағы махрды ұсынған болатын. Кейіннен нәжаши пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сыйлық істеген. Тіпті шамаил мұхаммедте келеді, пайғамбарымыз саллаллаху не сыйлаған ғой, мәс сыйлаған да. Пайғамбарымыз саллаллаху берген мәсін бірден алып киетін болған да. Сонда жақсы қарым-қатынас болған. Сол жерде тағы бір мәселе, нұржан, маңызды нәрсенің бірі, нәжаши қайтыс болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаназа намаз оқиды ғой. Иә, алтан ба, алыстан ба? Иә. Бізде енді осыған қатысты шариғатта бір мәселе бар ғой. Ғайып жаназа оқуға бола ма деп. Соның көбісі осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нәжашиге ғайып жаназа намаз оқығанын дәлелге алады. Осыған қайтып жауап берсек болады. Негізі ханафи бойынша біздің мазхаб бойынша оқылмайды ғой. Оқылмайды. Бізде енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға алдына періштелер құлдыр қылған дейді да. Денесін алып келген. Иә, алып келгенде алдында тұрып оқыған ол дейді да. Бұл естественно бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға. Тек сол ғана оқиды. Иә, енді саған періштелер саған әкеліп бере алмайды ғой, дұрыс па? Сен ондай адам емессің ғой. Иә. Сондықтан да сенің алдыңда мәйіт худур болу керек. Бұл жерде негізі көптеген мәселе жатыр. Иә. Ол сен қазір худур қылмайтын болатын болса, оның алыстан өліп, өлмей, ол сен белгісіз ғой. Ол сен кімге өлмейін деп жатсың, белгілі түрде оның артында последствиялар бар да ол. Иә. Егер біз жайыз қылатын болсақ, аяқтан саған бір өзі өлді десе, ол қаншақты сөзін сүйену керек, оның сөзіне шауахидтар алып келу керек. Ол тағы көп та ол. Әңгімесі көп па? Иә, одан кейін бұл алдыңа келіп мәйіттің негізі анық өлгеніне сенімді болып, сен соның сол жерде намаз оқу отсың. Иә. Бұл мәселеде қазір халықты сұрайтын, көп сұрайтын мәселе бір ғой. Өйткені ағайындар алыста қайтыс болатын болса, бара алмайтын болса, ғайып жаназа оқысақ бола ма деп. Құрметті бауырлар, біздің бірақ негізі мәселе өткен жолы осы мәселемен шықты да, Нұржан сіз. Мысалы, бір адам бір мемлекетте қайтыс болды, дінге қарсы болған мемлекет. Мысалға, өзі жаназа оқытқызбайды. Иә. Апарды көме салды өздері. Соған жаназа оқыла ма, оқылмай ма? Тояқта бір-екі мұсылмандардың хақысы ғой негізі. Жоқ, нетпейді дейді да. Жоқ, солай технично барып оқи салу. Мен негізі жерлегеннен кейін ба? Жерлегеннен кейін болады, егер оқылмаған болатын болса. Бірақ мәләм етафассах деген бар. Пока ана тело бұзылып кетпейінше. Шіріп кетпейінше. Бізде өйткені оны нәбіш қылу бар ғой. Қайтадан алып шығарғаннан қарағанда дороры, чем оған сырттан оқи саған жақсырақ деп есептелінеді. Барып сол қабірде оқи саған дұрыс дейсің. Мен енді өткенде солай болды. Кішкентай бала туылғанда дауыс шығып туылған ғой деп. Соң қайтыс болып кеткен. Сөйтіп енді біреулер оқылмайды деп айта салған болу керек негізі. Соң көме сапты да бар. Соң звондады, мен айтып қашан көмдір? Бүгін обедте көміп кеткен. Бар да оқи сал деген жер. Қабірдің басына бар. Қабірдің басына барып, сол тұсына бар да оқи салды. Иә. Біздің хақымыз ғой негізі ол. Ол анау ғұсыл бар ғой негізі. Мәйітке вообще керек емес қой. Тағсилул мәйіт па, иә. Ол біздің парызымыз бойда сол үшін ғой ол. Біздің мойнымызда не ол. Сондықтан да мәйіт міндетіміз дейсіз. Мәйіт намаз оқымай ғой ештеңе істемейді ол. Әдемі. Біздің хақымыз. Жақсы. Алла разы болсын ұстаздар. Олай болса, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жұбайы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ұзақ уақыт күтіп, кейіннен қосылған мүшриктердің басшысы болған Абу Суфияның қызы Рамля бинти Аби Суфиян. Осы кісімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйленуіне қатысты мәселені талқылап өттік. Бұл жерде тағы бірнеше хикметтер бар. Бір сахаба әйелдер кітап жазған болатынбыз. Осы жерде қосқан болатынбыз. Рамля анамызбен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қалай үйленді, басқа хикметтер, ғибраттарын айтып өткен сахаба әйелдерден кішігірім кітапша шығарған. PDF версиясы қайда бар. Қағаз күйінде шыққан жоқ, тек PDF күйінде. Әрбіріміздің өмірімізде қарыз, дерт, жанның мазасыздығы, тығырыққа әбден тірелу, шарасыздық секілді түрлі сынақ жағдайлар орын алары сөзсіз. Өміріңізде аталған проблемалар азайып, берекесі артуын қаласаңыз, әр күн сайын пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам махаббатыңызды арттырып, ықыласты әрі тұрақты түрде салауат айтып жүріңіз. Бұл тұрғыда сіздерге халық арасында бестселлерге айналған Шамаил Мұхаммадия және сырға толы салауат атты қос еңбегіміз керемет көмек болары анық. Қос кітапты қатар оқумен Аллах елшісіне деген махаббатыңыз еселеніп, рухани тұрғыда байи түсетін ерекше жан тыныштығын сезіне отырып, сүннетті сүйіп жасайтын жаңа деңгейге көтеріліңіз. Екі кітапты бірге алушыларға ерекше сый қарастырылған. Толығырақ білу үшін сілтемеге өтіңіз. Үлгі тұтар тұлғасын таппай жүрген қоғамға идеал адамды бірге насихаттайық.
болмаса жаңа не жайлы қысқаша айтып кетсек, сіз айттыңыз ғой Абдуллах ибн Жахштың мысалға сол Эфиопияда басқа дінді христиандықты қабылдады. Бұл бар, иә, бұл риуаят бар, бірақ басқа тағы да бір риуаят бар. Ол не болмаған, яғни басқа дінді қабылдап исламды тастап кетпеген. Негізі ол қайтыс болған сол жерде дейді. Оған дәлел ретінде дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ол қайтыс болуынан бұрын хат жазған. Мен егер осылай ауыр жағдайға түсіп қалдым, яғни қатты ауырып қалады ол кісі. Сол кезде менен кейін өзіңіз қамқоршы болыңызшы деп. Кімге? Ромлаға. Яғни менің әйеліме өзіңіз қамқоршы, яғни қамқоршы болыңызшы деген бар. Ол да тізбегі негізі былай санадын алып қарағанда мынаған қарағанда қуаттырақ дейді. Сол себепті сонда айтып қойған дұрыс-ау деймін, өйткені бәрібір ол не болса да сахаба, мұхажир сахабалардың бірі болғандықтан ертең қияметте жағамыздан алып жүрмесін дегенім ғой. Жақсы, әдемі, күшті. Мүмкін. Шыменде қошса кетті. Әдемі. Келесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұбайларының бірі ол Маймуна бинтул Харис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұбайларының бірі. Соңғы ма? Соңғысы. Бисмилля. Айтып. Маймуна анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұбайларының бірі. Енді бұл кісіні көпшілік адамдар, шариғ илмінен хабар кісілер фиқтың кейбір мәселелер бағынан таниды. Маймуна анамыз негізі жасы үлкен әйелден болады, және бұл кісі пайғамбарға дейін 2 рет тұрмыста болады, және бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көкесі Аббас бар ғой, сол кісінің балдызы болады. Несі? Балдыз когда, короче. Сол кісінің балдызы болады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл кісінің үйленуін ғалымдар саяси мақсат деп айтады. Өйткені Маймуна анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйлену арқылы сол Маймуна анамыздың тайпасы түгелмен исламнан қабылдаған. Әлгі Жуайрия анамыз және Сафия анамызға істеген бағыт қалай болған болса, осылайша Маймуна анамызбен пайғамбарымыз үйлену арқылы осылайша көп адамның дінге келуіне себепкер болған. Жалпы айтады кейбір ғалымдарымыз исламның насихатталған әртүрлі жол болған, соның бір жолы ол сихрия, яғни құда болу арқылы да көбісін Алла елшісі ислам дініне кіргізген, соның себепкер болған. Мұсахара, яғни құда болу арқылы. Сөйтіп Маймуна анамыз пайғамбарымыз жұбайларының бірі болады, және Маймуна анамызбен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нұржансыз не бар, өте үлкен бір қарым-қатынастар бар, керемет тұстары бар. Соның бір тұсы Шамаил Мұхаммад кітабында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа Аббаспен бірге үйіне кірген кезде Маймуна анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды бүйтіп сүтпен күтіп алады екен да, нұржансыз. Бұл несі ерекше болғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сусындардың арасында сүтті қатты жақсы көрген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кірген кезде әлгі Маймуна анамыз әрқашанда Алла елшісінің алдына сусын ұсынады екен да. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлі сусын дәм татқан соң сүт не деген керемет сусын шөлді қандырады және қарын ашқан басады деп пайғамбар мақтап айтқан екен. Сөйтіп пайғамбар қасында кеме Аббасқа Ибн Аббасқа сусын ұсынған. Осы оқиға жайлы айтамыз келеді. Жаңа Маймуна анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай өте жоғары деңгейде қызмет істеген. Жаңа осыған қатысты айтып едік қой өткенде жазылмаған подкастта. Жаңа жақсы әйелдер жазылмаған подкастты шығару керек қой. Жазылмаған подкаст. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жұбайы сонда бір әрекет істеген, ұстаз үйге кіретін кезде өзінің күйеуіне бірден сүйікті асын ұсынған. Және айтады ғалымдарымыз осы шарықты жасаған кезде жақсы әйелдің сипаттарының бірі күйеуінің қандай тамақ жақсы көреді, соны білу керек деп. Соны ұсынатын болған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірден жаңағындай әйелдің істеген тамағына мақтау айтқан екен нұржансыз. Тамақ не деген тәтті деп, не деген күшті деп сөйтіп айтатын болған екен. Сол себепті бұл мәселесі де өте керемет негізінде. Маймуна анамыз мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды келген кезде не сол сүтпен күтіп алуы, яғни жақсы мінез құлықпен немесе көркем түрде күтіп алуы не талап етіледі деп. Көбінесе біз уағыздарда да нелерде де көп еститініміз сол көбінесе әйел адамға жүктей береді, яғни сен күйеуің сырттан шаршап келеді, әртүрлі жағдаймен келеді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мынандай бір сүннетін ұмытамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйге кірген кезде ең алғаш бастайтын нәрсесіне сипақпен бастайтын еді. Яғни кірген кезде тісін тазалап, өзін қарап кіретін. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тамақты бір-ақ рет сұрайтын дейді, егер жоқ болса үндемей қоя салатын дейді да. Әйел адамнан талап етуден бұрын, ол оның міндеті әйел кісінің, бірақ біз де өзіміздің міндетімізді орындауымыз керек та. Яғни кірген кезде андай бір без настроения, ашуланып деген сияқты ше, көшедегі проблеманы үйдегі проблеманы сыртқа шығармау керек қой, не нағыз ер адам. Солай ғой, нағыз ер адамның сипаты ол үйдегі проблеманы сыртқа шығармайды, сырттағын үйге алып келмейді негізі. Яғни бізде соған лайықты болуымыз керек те, яғни кірген кезде ең алғашқы не қош иістеніп деген сияқты. Сен ертеңгісін
мына жерде уланып кыйып айылдер камына жаман өтөтүн жагды болот деген. біліп тұрсыз ұстаз қайсы билет тие болады. Туура ошол жерин кыйып гүлдер сакпадык да, жан жакта гүлдер чыгып тургандай да. Жақсы, сау керемет. айтайын дегенім сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол сүннетін ұмытып қоямыз да, яғни әуәлу ма кәне ябдауһу аннаби саллаллаху алейхи вассалам биссиуак дейді да, Айша анамыз айтамыз. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашан тамақты нетпеген, сөкпеген, яғни мына тамақтың тұзы былай болып кетті, немесе мына тамақ былай аш болып кетті деп айтпайтын дейді. Ұнаса жейтін, ұнамаса қоя салатын дейді да. Немесе тамақ жоқ десе де неге тамақ жоқ деген әңгіме болмайды. Енді бұл деген неге тамақ жоқ деп айтпаған деймін да. Иә. Тамақ жоқ десе былай. Тамақ бар. Қарай ештеңе етпейді деп. Жоқ, жарайды, ештеңе етпейді емес. Бүгін мен ораза ұстай саламын дейді ғой, пайғамбарымыз. Бұхарида да келген хадисте ше. Тамақ бар ма дейді. Жоқ десе онда болды, мен бүгін ораза ұстай саламын деген. Яғни бұл нағыз ерлік та былай қарағанда. Енді әйел адам, енді бұл деген қатты еркелетші күнде келсең тамақ жоқ деген емес қой, әрине. Бірақ түсіну керек, яғни әйелдің де положениясын, жағдайын түсіну керек деп ойлаймын да. Өйткені ол бала шаға бар, әртүрлі жағдай болады, стрессовый жағдай болады, сондай кезде. Жоқ. Стresspен мүмкінсіз де қоса үйге келді. Жоқ, енді әйелдің де жағдайын түсіну керек деген бар. Симпатия деген әңгіме негізі. Ана әңгіме бар ғой, білесіздер ма? Каждый елен арман соныштан сөз. Короче, ана әңгіме білесіздер ма? Бір кісі білесіздер оны, бірақ мен сонда айтып берейін. Ана бір күйеуі келеді, үйге келіп сонымен жұмыстан келіп күтіп отыр ғой, сөйтсе әйел тамақ қоймайды дейді да. Тамақ қай десек, иншалла қазір болады деп айтады дейді да. Иншалла қазір болады деп. Біраз отырып. Тамағың не болды деп пісірмесе, иншалла бәрі болады, иншалла бәрі болады деп айтады дейді да. Сен біраз күтіп отырып, тамағың қайда? Қанша болды алып берші десе, иншалла болады бәрі, иншалла болады. Біраз күтіп келмегеннен кейін. Тамағың қайда десе, иншалла болады десе, иншалла болса да, болмаса да алып берші тамағың не ғой, короче. Сонымен ана әйелі тұрып айтып, нетіп, пісіп, қоя бергенде тың-дың деп есік шалдайды дейді да, короче. Сөйтсе бір әйтеуір милиция келіп тұрды. Бір шаруамен бір айтады, дұрыс болмай қалған ба бір десес. Сонымен ана күйеуін резко алып кетеді ғой, короче, милиция. Біраз жоқ сөйтіп күйеуі, короче, түнімен таскать еткен ғой, түнімен ортасында келіп есікті тың-дың деп тұр дейді да, бір осы әйел тұрып, кім болды десе, иншалла күйеуіңіз болады деп айтады дейді. Байқса сонда дейді, иншалла болса да, болмаса, негізі иншалла деген жаман негізі. Айту керек, ана кісінде бар еді, сөйтіп қатты шаршаған кезде иншалла бүгін құдай қаласа ұйықтайын деген ғой. Соны құдай қаласа да қаламаса ұйықтайды. Қатты шаршаған ғой енді. Сол күні үй өртеніп кетіп, одан соң мұсибат көбейген ғой. Сол негізі жаман. Құранның өзінде лима тақулун лишайин ولا تقولن لشيء إني فاعل إلا إن شاء الله. бір зат ертең айтып келіп тұр ғой негізі деймін да. Бірақ мына аят бар ғой, қараш. لا تدخلن لا تفتحن المكة ولا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله من أجل وشد استثناء деген мәселе бар ғой, иманда иншалла ана мؤмин деп айтуға бола ма болмай ма, негізі бізде иншалланың нәрсесі ма хуа ютаваққау ғой негізі. Яғни хатаруху дейді, мына орын алуы болу ықтималдығы бар емес, орын алу ықтималдығы бар нәрселерге иншалла деп айтасың деп ше. Бар нәрсеге, мысалы, мына стакан бар ма дегенде, иншалла стаканың бар деп айтуға болмайды дейді да, өйткені ол бар сен. Енді иман сенде қазір болатын болса, иншалла мен мұсылман деп айтуға болмайды дейді да, өйткені бұл сенің мұсылмандығыңда шәк деген. Мен мұсылманмын деп. Енді осы жерде ана насқа айтады да, кім айтты сенде конкретно бар нәрсеге иншалла деп айтуға болмайды дейді. Алла тағала Құранда айтпайды, уәлә тадхуланнал масжидал харама. Иншаллаху аминин. Алланың кәламының орындауы 100% ғой. Бірақ Алла тағала соңында да иншалла қолданып дейді да. Я осы жерде сол кезде ғалымдарымыз айтады да, біздің жоқ, бұл жерде уәлә тадхуланал масжида иншаллаху тағала деген кезде пайғамбарымызбен болған мұсылмандардың кіріп кірмеуі жайында айтылып тұр дейді да. То есть кім кіреді, кім кірмейді, Аллаху а'лам деген сияқты. Соған қатысты айтылып тұр. Енді біреу өліп кетеді оған кейін, біреу кіреді деген сияқты нәрсеге айтылып тұр деген сияқты. Әдемі, керемет. Жақсы. Иншалла енді сөз қолдану барысында Алла қаласа деген сөз ұмытпай өте маңызды болып тұр. Алла тағала баршамызға иншалла істеп жатқан істерімізде игілікті жақсылық нәсіп етсін. Енді құрметті көрермендер, біз Алла субхана тағаланың қалауымен
шамам жеткенше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әйелдеріне қатысты мәселені қозғап өттік. Әрбір әйелдің үйлену хикметін баяндап өттік. Жалпы айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйелдердің үйленуінің 4 түрі негізі себебін түсіндірдік. Біреуі үйрету үшін дін үкімдерін, екінші шариғат мақсаттарын бекіту үшін. Кейбір әйелдер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қамқорлығына алу болатын болса, кейбір әйелдер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам саяси мақсатта, яғни исламның арнасын кеңейту үшін үйленген болатын. Осымен құрметті бауырлар, біз де бір қоғамның алдындағы бір белгілі бір міндетімізді, кішігірім жүкті мойнынан түсірген сияқтымыз. Өткен бірінші подкастымызда айтқандай, кейбір адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көп әйел алуына қатысты сын айтатын болған, соның бір сыпырасына жауап беретін ойдамыз. Алла тағала баршамызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйелдерін өзіміздің анамыз және аналарымыздан артық сыйлауды иншалла Алла нәсіп етсін. Келесі подкасттарымызда жолыққанша. Осы жерде бір нәрсені қосып кетсек, иә, яғни осы біз негізгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелдеріне үйлену мәселесіндегі негізгі мақсатымыз не еді? Біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның негізгі мақсат көп әйел алғандығы мен айтатын сынға бір жауап ретінде болды ғой, негізгі мақсаттарымыздың бірі. Енді осыған бір қысқаша бір түйін қорытынды ретінде айтайын дегенім ғой. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өміріні негізі 3 кезеңге бөліп қарастырсақ болады да. Біріншісі Хадижа анамызға үйленгенге дейін болған өмірі 25 жасқа дейін. Екіншісі Хадижа анамызды 25-тен неше жасқа дейін? 50 жасқа дейін болған кезеңі Хадижа анамызбен. Үшінші кезеңі ол Хадижа анамыз қайтыс болғаннан кейінгі кезең. Осы 3 кезеңді де зерттеп қарайтын болсақ, 3 кезеңде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қатын құмар болмағанына нұсқайтын немесе соған белгі беретін айқын дәлелдер бар дейді да. Соны бір қысқаша айтайын деген ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 25 жасқа дейін білесіздер үйленген емес. Ең алғаш Хадижа анамызға 25 жасында үйленді. Соны Вильям Мюр деген негізі батыстық ғалымның өзі мойындайды да. Өйткені араб тілінде арабтар айтады ғой. Фаиннал хаққа ма шахидат бихил аъда. Яғни негізгі ақиқат ол не? Дұшпандарың мойындаған нәрсе ғой деп айтады. Сол айтады да, Вильям Мюр айтады. فإن جميع المراجع متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه كان مطبوعا بالهدوء والدعة والابتعاد عن المعاصي. Yani барлық тарихи қолжазбаларға қарайтын болсақ, барлық қайнар көздерде пайғамбар 25 жасқа дейін жастық кезінде өте байсалды, худу дейміз ғой анда. Тыныш. Көптеген күнәлардан, барлық күнәлардан алыс, өзімен өзі жаңағыдай бір андай бұзық адам болмаған да деп айтады. Барлық бұны не только мұсылмандар, барлық нелерде, қайнар көздерде сол нәрсе мойындалған. Бұл яғни 25 жасқа дейін болған кезеңін діннің дұшпандарының өзі мойындап тұр, не? Ешқандай бір қатынға, әйелдерге болған несі болмаған, бір құмарлығы болмаған дейді. Ал енді 25 жасында үйленді, 25-тен 50 жасқа дейін, яғни 25 жыл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір ғана әйелмен шектелді. Егер қатын құмар болатын болса, онда сол 25 жылдың арасында ең болмағанда 1-2 әйелге үйленуі немесе 1-2 әйелдермен не бір отношение ұстауы мүмкін еді. Ал ондай нәрсе жоқ, ондай нәрсе болмаған. Ал енді келесі кезең, 3-ші кезеңіміз ол не? Хадижа анамыз қайтыс болған, яғни 50 жастан бастап. Енді ойлаңыз, 50 жастағы енді қарт адам ғой. Ода қатын құмарлық деген нәрсе қалама өзі. Былай қарағанда да, яғни тарихи тұрғыдан алсаң да, ақылмен ойлап қарасаң да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатын құмар болмағандығы дәлелденіп тұр да. 50-ден кейін уже әйелдер алды, бірақ біз подкасттардың барысында айттық қой негізі. Көбісінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелдері не өзімен құрдас немесе өзінен үлкендер де болды. Яғни 50-ден асқан әйелдерді, тем более Умму Салама сияқты бала шағасымен алуы ол қатын құмарлыққа жата ма, жатпай ма? Яғни қатын құмар адам сөйте ме негіз? Жаңа Зайнапқа да бинти Жашқа үйленуін деді. Сондай ауыр қоғам тарапынан сынға қалса да соны алып тұр. Егер қатын құмар болса ондай нәрсені бармас еді деген ғой. Жалпылама қорытындылап соны айтайын деген ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өміріні туылғаннан бастап қайтыс болғанға дейін қарасаң да ешбірінде қатындарға болған бір құмарлыққа нұсқайтын бір іс әрекетін көрмейсің да. Аллах алам. Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өміріне арналған біздің подкасттарымыздың бүгінгі саны 7-ші сан екен. Иншалла 7-ші подкастымыз болып тұрсыздар. Негізі бұл подкасттарда біздің негізгі мақсатымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен өнегелі бір
ғибраттар алу, иә, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кейбір нелерінен, іс әрекеттерден өзімізге бір өнеге алу еді негізгі мақсадымызда. Бірақ иншалла белгілі бір себептерге орай біз осы подкастымызды осы соңғы подкаст ретінде, яғни пауза алсақ деген бір не болып тұр, жағдай болып тұр иншалла. Бірақ негізгі сол паузаны, яғни аздап тоқтатып тұрсақ деген ой болып тұр ғой. Оның себебін негізі бағлан ұстаз өзіңіз баяндасаңыз. Құрметті көрермендер, дәл қазір сіздерде үлкен бір мүмкіндік болып тұр. Осыға дейін біздің түсірген барлық подкасттарымызды көріп, соны қорытпасаңыздар деген бір ұсынысымыз бар. Себебі осы подкасттан кейін біз сіздермен бір жаңа форматта, жаңа бағытта, бір жаңа оймен, тың ақпараттармен жолықсақ деген ойымыз бар. Алла сәтін салса, біздің подкасттарымыз жаңа форматта жарық көретін болады. Сіздер тарапынан мейлінше көп қолдау болса, өздерінің пікірлерін жазсаңыздар, егер түсініксіз болған мәселе болса, соны комментариядан бөліп жазсаңыздар, және мейлінше көп қолдау болса, біз сіздермен тез жолуға тырысамыз. Құрметті бауырлар, жаңа подкасттың барысында біз сіздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мәсі бағымда келетін Нәжашимен қарым-қатынас жайлы, және Нәжашидің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мәсі сыйлаған жайлы, және ол жерден алатын бірнеше ғибраттар мен хикметтер жайлы подкаст айтқан болатынбыз. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жұбайы Маймуна анамыздың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға үйге кірген кезде ең сүйікті сусыны сүтті ұсынған жайлы айтқан болатынбыз. Осы және одан да бөлек тың ақпарат сіздер Шаммал Мұхаммад кітабынан қарап біле аласыздар. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үнемі салауат айтуға жәрдем беретін біздің туындыларымыздың бірі Сырға толы салауат кітабын алсаңыздар, сіздер үнемі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуды бір ізгілікке, бір жүйеге иншалла келтіресіздер.